Ассалаумағалейкум, алашелі, қайырлы күн, Қазақстан. Сәлем, қымбатты Түркістан арнасының тұрақты көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Алдағы 2 сағатта біз әріптесіміз Аяужан екеуміз сіздерге әсем ән, сүбелі сұхбат және танымы мол бейнематериалдар мен пайдалы ақпараттар легін ұсынатын боламыз. Ал дәл қазір біз әдеттегідей бағдарламамызды жаңалықтар легімен жалғастырсақ деп отырмыз. Сауда министрлігі шетелдік маркетплейстерді Қазақстанда тіркелуге міндеттемек. Министр Арман Шаққалиев шетелдік онлайн дүкендерді тіркеу үшін электрондық платформа енгізуді ұсынды. Бұдан бөлек тауарлардың қауіпсіздігі, контрафактіге қарсы күрес, тұтынушылардың құқығын қорғау, жеке деректерді сақтау және қорғау секілді ұсыныстар да қарастырылған. Сондай-ақ салықтық және кедендік ашықтық жөніндегі талаптарды сақтау мақсатында міндетті шарттарды енгізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар, құрметті көрермен, биылдан бастап 5 жасқа толған балаларға келешек жинақтау жүйесі енгізіледі. Бір жылғы бастапқы білім беру капиталы 2025 жылы және одан кейінгі жылдары 5 жасқа толатын балаларға төленеді екен. Оны есептеу, пайдалану және қайтару ережелерін ғылым және жоғары білім министрлігі бекітетін болады. Қымбатты көрермен, біз жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасында әр күн сайын сіздерге күн сауалдарын жолдап отырамыз. Бүгінгі біздің сіздерге жолдайтын күн сауалымыз қаржыңызды қалай жинайсыз деп аталады. Дәл осы сауалға жауап беруді ұмытпаңыз. Себебі 21 ғасырда қаржылай сауатты болуы бұл әрине әрбір адамның өзін дамытудағы, сонымен қатар енді өзінің бір келешек мақсаттарын орындаудағы үлкен басымдық берілетін негізгі мүмкіндіктердің бірі екендігін жақсы білеміз. Сондықтан құрметті көрермен, сіз инвестицияны қалай жинағанды жөн көресіз және де қандай банктерде акцияларыңыз бар, ол туралы да бізге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздерден кері байланыс күтетін боламыз. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, қазіргі күні негізгі инвестицияның барлығы алтын ретінде қарастырылған. Десе де енді шетелдік банкноттарды да сақтау және оларды айырбастауда бүгінгі күні пайда алып келетіндігі сөзсіз. Ал енді дәл қазір алтын туралы қызықты деректер жайында біздің әріптестеріміз арнайы бейнематериал әзірлеген болатын. Бірге тамашалайық. Алтын әлемдегі ең танымал металл. Ол мыңдаған жылдан бері материалдық байлықтың өлшемі мен құндылықтың белгісі ретінде қызмет етіп келеді. Әрине, алтыннан да қымбат минералдар мен металдар бар. Алайда, алтынның бағзы замандардан бері қаржылық тұрғыдан да аса бағаланатыны рас. Десе де дәл осы қымбат бұйым жайында не білеміз? Бірге тарқатайық. Нағыз таза алтын біздің зергерлік бұйымдарда көргеннен мүлдем өзгеше. Кеніштерде өндірілетін аурум өте жұмсақ зат. Моз шкаласы бойынша оның қаттылығы 2,5-3-ке тең. Бұл тырнақ сипаттамасымен пара-пар. Бұл металдың түсі күн түсті сары, кейде жасылдау реңк береді. Алтын сырға мен сақинаны, басқа да зергерлік бұйымдарды сатып алғанда, бұйымдағы сандар жиынтығына қарайтынымыз жасырын емес. Десе де бұл санның сөйлейтінін білесіз бе? Нақтырақ қойылған таңбалар металдың қандай сынамасы бар екенін көрсетеді. Мысалы, егер алтынның сынамасы 585 болса, бұл бір келі қорытпада 585 грамм таза аурум бар дегенді білдіреді. Ал 375 сынама сирек кездесетін алтын. Дәлірек айтқанда қорытпа. 958 сынама құрамында алтыны бар ең қымбат қорытпа болып табылады. Алайда, қоспалардың үлесі 4%-дан аспайтынын ұмытпағаныңыз абзал. Алтын сынамасында ең сирек кездесетін 999 таңбалы алтында бар. Ал бұл таза аурум. Бүгінде мұндай металл зергерлік индустрияда қолданылмайды. Оны тек құны өзгермейтін инвестиция үшін сатып алуға болады. Алтынның түсі оның құрамына тікелей байланысты. Сондықтан оның қызыл, ақ және сары реңктерін көре аламыз. Ал олардың сыры былайша сипатталады. Қызыл алтын 585 сынама, оны кеңестік депте атайды. Құрамындағы мыстың үлесі жоғары болғандықтан осындай танымал реңкке ие болды. Ақ алтын. Қазіргі уақытта ақ алтын ерекше танымал. Оның құрамы никель, мырыш, мыс, платина қоспаларынан тұрады. Алайда, таңдағанда оның сынамасы 585 немесе 375, 500, 750 болуы мүмкін екенін есте сақтаған жөн. Сары алтын. Сары алтынды күміс пен мыс қоспалары арқылы қол жеткізілетін белгілі бір лимон реңкінің арқасында тани аламыз. Сонымен қатар, қорытпадағы күмістің үлесі неғұрлым жоғары болса, сары реңк соғұрлым ашық болады. Осындай реңктегі зергерлік бұйымдар көбіне Европада танымал. Міне, әр қашан сән әлемімен қатар әлемдік экономикада өз бағасын ешқашан жоғалтпайтын алтын осындай қызықты ақпараттарға толы.
Осындай қызықты мәліметтерден кейін біз бағдарламамызды одан әрімен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы тұста бізде бір қызықты сауалдың жауабын іздеп көрген едік. Бұл әрине қазақ әуендері Инстаграмға қашан оралады? Дәл осы көптің көкейінде жүрген сауалдың жауабын іздеп жүргендер әрине өте көп. Ал дәл осы сұраққа әділет вице-министрі жауап берді. Вице-министрдің мәліметінше, авторлық құқықтарды ұжымдық басқару ұйымы қазіргі уақытта Мета компаниясымен 2025 жылға арналған келісімшартты қайта қарау жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр екен. Келісімге жақында қол жеткізуге үмітті. Әділет министрлігі бұл азаматтық құқықтық қатынастарға араласпайды. Себебі ұйымдарды авторлар өздері таңдайды. Қазақ әуендерінің Инстаграмға қашан оралатыны келіссөздер нәтижесіне байланысты. Сонымен қатар Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік өнер музейінде Таңшолпан халықаралық тәуелсіз әйел суретшілер қолының 25 жылдығына орай өмір сүру сені сүю атты көрме ашылды. Көрмеде Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Грузия, Австрия, Германия, Канада және ақш суретшілерінің 100-ден астам туындылары ұсынылған. Таңшолпан қоры Қазақстанда жалпы өнерді ілгерілетуді мақсат етіп қойған әйел суретшілерді жинаған жалғыз компания екендігін еске салайық. Олардың философиясы өнерге, шығармашылыққа деген сүйіспеншілік. Бұл олардың енді бірегейлігін көрсетуге әрине мүмкіндік береді. Енді біздің дәл қазір жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасының тұрақты айдарларының біріне айналып кеткен әрине кез келген қазақша әндердің шығу тарихы. Жалпы әрбір әннің шығу тарихы бұл әрине тұтас тарих екендігі белгілі. Десе де көпке белгілі бір кездері хит болған Аялы әннің шығу тарихы қалай сөйлейді екен? Келесі бейнематериалдан бірге көрейік. Арманым мені аяла, аяла тағы аяла. Тыңдарман көңілінен шығып жүрген әсем әннің әуенін Аламан тобының мүшесі Медет Салықов жазған. Өзінің жары Клара Төленбаеваның орындауындағы Жібек сезім әнінің авторы. Жібек сезім әнін ұнатқан жас әнші Жаңабай Өтегенов сазгер ағасына барып, әсерлі әрі әдемі ән жазып беруін өтінеді. Арада 2 күн өткен соң сазгер әнші інісін үйіне шақырып алып, Аяла деп аталатын әнді тыңдатады. Әнді естіген бойда бірден ұнатқан әнші жігіт дереу ақын Қалқаман Саринге жолығып, әнге мәтін жазып беріңіз деп қолқа салады. Әуенді естіген соң ақын небәрі 40 минуттың ішінде сөзін жазып берген екен. Әннің әуелгі аты «Жүрегім менің аялы» болатын. Кейін Қалқаман Сарин оны «Арманым мені аяла» деп өзгертеді. Осылай әуелі әні, бертін келе сөздер жазылған «Аяла» әні дүниеге келген. Жаным-ау қарайсың мөлдіреп, көз моншағым, сен ғана айтатын елжіреп, сөз аңсадым. О, менің жүрегім, жүрегім әппағарым, мен үшін жайқалған гүлдің бақта жаным. Арманым мені аяла, аяла тағы аяла, жанымның бағын саяла, сағынғаным. Арманым мені аяла, аяла тағы аяла, жанымның бағын саяла, жаным, жаным. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді дәл осы тұста біз әріптесіміз екеуміз қызықты статистикалық мәліметтерді ұсынғымыз келіп отыр. Нақтырақ айтатын болсақ, елімізде 2024 жылы ең көп сатылған көліктер аталды. Hyundai, Chevrolet және Kia өткен жылдың ең танымал бренді атанған екен. Ел бойынша көліктер сатылымы 205 мыңға жеткен. Hyundai 2024 жылы 44.200 көлік сатқан. Ең танымал моделі бұл әрине Hyundai Tucson болған екен. Сонымен қатар
оның сатылым саны 22.400 құрап отыр. Сондай-ақ Chevrolet 30.900 автокөлік сатқан болса, оның ең танымал моделі бұл әрине Chevrolet Cobalt атанған, яғни 26.500 сатылған екен. Kia 23.000 көрсеткішпен 3-ші орынға иеленді. Ең танымал моделі Kia Sportage. Бір жыл ішінде 8.800 кроссовер сатылған екен. Одан кейін Hyundai Elantra, Chery Tiggo, Haval, Jag деген секілді көптеген көліктер түрлері дәл осы үздіктер тізіміне еніп отыр. Сонымен қатар 2025 жылы студенттердің шәкіртақысы өседі. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, биыл 1 қыркүйектен бастап бакалавр студенттері 52.372 теңге алады. Ал педагогика және медициналық бағытында білім алушыларға 84.000 теңге, магистранттарға 117.098 теңге болады. Сондай-ақ докторанттарға 262.500 теңгеге дейін өседі. Міне, құрметті көрермендер, араларымызда енді студенттер болатын болса, бұл әрине сіздер үшін жағымды жаңалық екендігі сөзсіз. Сондықтан да, егерде сіздер шәкіртақыларыңызды қалай жұмсайтын өзінің бір стратегиясы болатын болса, немесе қаржыны қалай жинап жатқандығыңыз жайында ақпарат бергіңіз келсе, онда біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыз және байланыс нөмірлері сіздер үшін қызмет жасап тұр. Сондықтан да біз сіздердің міндетті түрде кері байланыс күтетін боламыз. Ал енді дәл осы тұста біздің әріптестеріміз арнайы әлемнің үздік университеттері жайында бейнематериал әзірлеген екен. Ендеше үздік университеттер деп қандай оқу орындары атанды, келесі бейнематериалдан бірге көрейік. Білім беру жүйесі әрқашан дамып, күннен күнге түрленетін саланың бірі. Сондықтан бүгінде әрбір жоғары оқу орны өзіндік ерекшеліктерін қалыптастыруға тырысады. Десе де, талайды таңдай қақтырып, өз елінде ғана емес, әлем елдеріне де танымал университеттер өте көп. Ал олар қандай оқу орындары, бірге шолу жасап көрейік. Көш басында 1861 жылы құрылған Массачусетс институты тұр. ақш-та орналасқан атақты оқу ордасынан бүгінде 90-нан астам Нобель сыйлығын алған түлек бар. Айтпақшы, бұл оқу орнында адамзат тарихындағы алғашқы компьютерлік хакерлер пайда болған. Гарвард университеті де үздіктер қатарында. Тарихы 1636 жылдан басталатын білім ордасын ең көне университеттер тізіміне енгізген. Гарвард тек академиялық шеберлік емес, сондай-ақ әлемдік элитаның қалыптасу алаңы. Калифорния штатындағы Стэнфорд университеті туралы білесіз бе? Мысалы, дәл осы оқу ордасының түлектері Ларри Пейдж пен Сергей Брин 1998 жылы Google негізін қалаған. Ал 2010 жылы Кевин Систром мен Майк Кригердің негізінде Instagram пайда болды. Кембридж университеті оқу бағдарламасы арқылы әлем елдерін әлі де таңғалдырып келеді. Өйткені дәл осы білім ошағының ғалымдары уран ғаламшарын ашқан Уильям Гершельдің зерттеулеріне қатысқан. Сондай-ақ, Плутонды ашқан алғаш астроном Клиффорд Бауэлл Кембридж университетінің түлегі екен. 1096 жылы құрылған Оксфорд университетінде Гарри Поттер фильмдерінің түсірілім алаңы ретінде қолданылғанын білесіз бе? Аталмыш оқу ордасы сонымен қатар әлі де ерекше бастама мен терең білімнің арқасында үздіктер қатарынан табылуда. 6-шы орында астрофизика мен ғарыштық зерттеулердің үздік орталығы Калифорния технологиялық институты тұр. 1891 жылы құрылған оқу орнының ғалымдары ақш-тың ұлттық аэронавтика және ғарыш әкімшілігінің Jet Propulsion Laboratory орталығы арқылы Марсқа бірнеше зонд пен ровер жіберді. Сондай-ақ, бұл университет ғарыштық роботтар мен автоматты аппараттарды дамытуда жетекші орын алады. Үздік ондықтың қатарында ядролық физиканың алғашқы қадамдары жасаған жоғары оқу орны Чикаго университеті де бар. 1980 жылы құрылған білім ордасы ақш-тың Иллинойс штатының Чикаго қаласында орналасқан. Мұнда ақш-тың 44-ші президенті Барак Обама заң факультетінде конституциялық құқық және құқықтық теория пәндерінен сабақ берген. 8-ші орынға Пулитцер сыйлығының отаны ретінде танымал Нью-Йорктегі білім ордасы Колумбия университеті орналасты. 1754 жылы құрылған бұл оқу орнында әлемдегі 20 миллиардер мен 104 Нобель сыйлығы лауреаты оқыған.
Бұл тізімге ақш-тың 3 президенті және жоғары соттың 9 төрағасын қосуға болады. 9-шы орында ақш-тың Нью-Джерси штатындағы Принстон қаласында орналасқан Принстон университеті тұр. Бұл оқу ордасы 1746 жылы құрылған. Мұнда әлемге әйгілі Альберт Эйнштейн жұмыс жасаған. Сонымен қатар Нобель сыйлығының 41, Филдс медалінің 14 лауреаты, Тьюринг сыйлығының 10 иегері оқыған. Үздік ондықты Қазақстанның мақтанышы саналатын Назарбаев университеті тамамдайды. 2024 жылы ол әлемдегі ең үздік университеттер арасында 501 және 600 орындар аралығында орналасып, Қазақстан, Орталық Азия және Кавказ университеттері арасында үздік көрсеткіштерге ие болды. Міне, әлемге әйгілі 10 жоғары оқу орнының ерекшеліктері мен тарихы бізге осындай ақпарат арқылы таныс. Ал сіз қай университетте білім алғыңыз келеді? Құрметті көрермен, жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Енді дәл қазір біздің студиямызға алғашқы мәртебелі меймандарымыз келіп жайғасты. Ендеше таныстырып өтейін. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қарсыбай Сыпатаев атындағы жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің оқушылары, сондай-ақ ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам байқауының республикалық жеңімпаздары Арман Аптарбек және Ақберен Асқарбек бүгін біздің студиямызда, сонымен қатар Біржан Дәнебек, яғни жетекшісі дәл қазір оқушыларын қолдау үшін арнайы студиямыздың қонағы болып отыр. Қош келдіңіздер. Ал көңіл-күй қалай? Жақсы, керемет. Ең алдымен сіздерді осындай үлкен жетістікпен шын жүректен құттықтаймыз. Республикалық байқауда топ жарып шығып, Түркістан облысының атын шығару енді көпке бұйыра бермейтін бақ. Сондықтан да дәл осындай көптеген оқушылар біздің өңірге осындай жетістіктерді алып келетін болса, бұл әрине біздің ұстаздардың еткен еңбегінің негізгі нәтижесі екендігін жақсы білеміз. Ал енді Арман, өзіңнен бастайық. Жалпы республикалық байқауға дейін сіздердің бірнеше кезеңді бағындырғандарыңызды жақсы білеміз. Облыстық кезең қалай өтті? Қандай жоба ұсынған едіңіздер? Ол кездегі барлық жарыстар керемет деңгейде өтті. Өзімізге ұнады. Бізге ең алғашқы аймақтық кезең болды. Біздер аймақтық кезеңнен бапталып, мықты болып шықтық. Сояқтан бері үлкен мықты төрешілер бізге баға беріп, осыларды қолдап, осылай облыс кезеңге шығарды бізді. Осы облыс кезеңнен өзіміздің жобамызды көрсетіп, үлкен жетістікке жетіп, осылай бірінші орын алдық және республикалық кезеңге жолдама алдық. Тамаша. Ал енді Ақберен, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы сіздің жоба дәл осы аудандардың барлығынан қатысқан оқушылардың арасынан неліктен бас жүлдені алды деген сауал енді көптің көкейінде тұратын сауал ғой. Несімен ерекшеленді? Біз бұны қолмен жасап өзіміз еңбектеніп бірігіп істедік қой. Сондықтан бұл керек болғаннан кейін біз өзіміз бұны қатты қажетті ауыл шаруашылығына, сондықтан біз өзіміз құрастырып, еңбектеніп жарысқа бардық. Сөйтіп бізді қолдады. Тамаша. Негізгі ауыл шаруашылығы бұл әрине Түркістан облысындағы біздің күнкөріс деңгейіміздің, сонымен қатар шаруалардың көп екендігін жақсы білеміз. Ең өзекті мәселелердің бірі. Ақ алтын да, қауынның, қарбыздың де, неше түрлі жеміс-жидектер де, тропикалық өсімдіктер де дәл осы Түркістан облысында өсетіндігін жақсы білеміз. Құрметті көрермен, дәл қазір назар аударып отырған болсаңыздар, біздің алдымызда көптеген сертификаттар, дипломдар, міне өте көп, және біз бұлардан енді бір сарасын ғана, бір парасын ғана сіздердің алдарыңызға ұсынып отырмыз. Себебі бұндай жетістіктер біздің оқушыларда жетерлік. Сонымен қатар міне дәл осылай бүгін сіздердің назарларыңызға арнайы өздері құрастырған құл темірлердің де арнайы макетін әкеліп отыр. Ал енді бұның негізгі жұмысы қандай? Бұл қалай аталады? Бұл бізде робототехника саласында олар көп бағыттарға бөлінеді. Бұл бізде робоспорт бағыты. Яғни робоспорт бағытында сумо деген бағыт болады. Яғни бұлар екі робот бір-бірімен итерісіп күреседі. Біз осы 2024 жылдың басында келген бізге робототехника. Содан бері жарыстар келген. Ең алғаш жарыста аудандық жарыс болған. Сол жарысқа арнайы дайындап істегенбіз. Тамаша. Қарап отырсаңыз, құрамында темір болмау керек денесінде. Өзінің ережелері болады. Зиян келтірмес үшін. Сондықтан оны жаңағындай басқа материалдан жасауға тырысқан балдар. Ал енді бұны құрастыру үшін қанша уақыт қажет? Бұны құрастыру үшін бізге 3 аптадай уақыт кетті. Бізге жарыс бір айдың көлемінде ертерек береді, бізге жарыс осында жарыс болады деп. Талаптарына, негізгі шарттарына орай сіздер әзірлеп шығасыздар, береді. Ал бағдарламалау жүйесі қалай іске асады?
біздер бағдарламау жүйесі бұл MakeBlock деген база өзі. Сол базада бір Scratch деген программалау тілі бар. Сол арқылы біз программалаймыз. Тамаша, керемет. Ал енді Біржан мырза дәл осы тұста өзіңізді де сөзге тартқым келіп отыр. Негізі ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді ғой. Сондықтан да шәкірттерге әрқашанда тұс бағдар болып, оларға қолдау білдіретін бұл әрине ұстаз екендігін біз жақсы білеміз. Оқушылар қандай жетістікке жетсе де, енді қос қанаты болады дейді ғой. Ата-анасы және дәл осылай қолдаушы білім ордасы бар екендігін аңғарып отырмыз. Ал енді республикалық байқау сіздің ойыңызша қалай өтті? Жалпы бірінші, екінші орын алған оқушылар сіздерден қандай жобасы арқылы ерекшелене алды? Онлайн түрде өтті. Ол кезде бірақ оқушының өзі ғана қатысты жарысқа. Біз енді сыртында жанкүйер болып отырдық. Басқа проектілерді бізге көрсетілген жоқ. Өкінішке орай. Өйткені прямой эфирде қосылады, одан кейін басқа оқушыға қарай өтеді. Оларды эфирден шығарады. Жалпы әділ өтті деймін. Әділ өтті деп ойлаймын өзім. Бірақ біздің ұсынып отырған проектіміз, балалардың жасаған еңбектері, ол осы заманға өте керекті және тиімді суару жүйесі тура келіп тұр. Сол жағы негізі, өйткені қазір судың да әлемдік деңгейде өзі несі азаюына байланысты деп атқаным ғой. Жаһандық жылынуда қазіргі уақытта қарқынды жүріп жатыр ғой. Ал енді балалардың, қазіргі оқушылардың осы робототехникаға деген қызығушылығын сіз қалай бағалайсыз? Өте тамаша, өте балдар алғыр. Бізден гөрі жақсы ойлайды, көп нәрсені алдын ала ойлап отырады. Бізден ана жақта жаңағыдай тақымды қысып отырамыз. Жаңағыдай намыс айқайлап кейде екінші орын болып қалады, кейде үшінші орын болып қалады. Сол кезде неге олай деп әділ қазылармен жаңағыдай сөз таласып қалатын кездер болып қалады. Сол кезде де ол кісілерден де оқушыларға бағдар болса дейміз да. Олар енді ғылыми жоба, ғылыммен айналысып жатқаннан кейін сіздің мына жеріңіз қате болды, мына жеріңіз жөндеңіз деп әділ қазы алқалары осылар оқушыларға сол мезетте айтып өздерінің ұсыныстарын білдіріп жіберсе, оқушыларға одан сайын ізденіс бола ма деп ойлаймын. Тамаша. Ал Ақберен, сіздің осы робототехникаға деген қызығушылығыңыз қалай басталды? Мен бұл негізі алғашы 3-ші тоқсанда келді, 2024-тің 3-ші тоқсанның басында келді. Сөйтіп, мен қызықтым бұл салаға. Көрдім, қызық менде қатысып көрейін дедім. Қатысып, сөйтіп, алғашы жарыстарға қатыстым. Алғашы жарыстардан орын аламасам да, содан тәжірибе алып, арға қарай өзім немді дамытып, тырыстым. Осындай роботтар құрастырып, аудандардан, аймақтардан орын алып, республикаға да шықтық. Біраз орындарда алдық. Ал енді өзіңіз қазір 10-шы сынып оқушысыз. Бір жылдан кейін білім ордасынан енді студенттік шаққа қадам басасыз. Қандай маман иесі атанасыз? Мен өзім физика математика таңдап, авиация саласында атаймын. Демек, дәл осылай техникамен негізгі ұштасып тұрған саланың бірі ғой. Бұл енді өзіңіздің таңдауыңыз ба, әлде ата-анаңыздың? Жоқ, өзім қызыққан мамандығым болғандықтан өзім таңдауым. Ал сізде қандай мақсат, қандай ой? Мен алдағы уақыттарда енді информатика, математика бағытын таңдап, ақпараттық қауіпсіздік немесе ақпарат технологиялар бағытына түскім келеді алдағы уақытта. Ал енді қалай ойлайсыздар, қазіргі уақытта енді біз жақсы білеміз ғой, робототехника болғаннан кейін сіздерге бұл сауал жақын деп ойлаймын. Жасанды интеллект қарқынды дамып келе жатыр, күннен күнге біз білмейтін ақпараттарды да тіпті ғаламтор беттерінен тауып беріп жатады. Ал енді мынадай бір пікірталастар да бүгінгі күні туындаған еді. Яғни жалпы жастардың болашақтағы жалпы негізгі көрсететін қызметтерін жасанды интеллект басуы мүмкін деген де пікірталастар бар. Қалай ойлайсыздар, жасанды интеллект адамның орнын баса ала ма? Жасанды интеллекттің өзін адам жасап шығарады ғой. Ол бұзылып қалуы мүмкін, оны қарап жөндеп отыратын адамдар керек. Адамның орнын ешқашан ол жасанды интеллект баса алмайды, бірақ көп көмек тигізуі мүмкін, көп көмек тигізеді. Ал енді сіздер негізгі осы ғылыми бағытта немесе сабақ кезінде жасанды интеллектті қаншалықты жиі пайдаланасыздар? Қазіргі өзі оқу жылда 2024-2025 оқу жылдары бізде жасанды интеллектке көптеген бөліп жатыр, көріністер бөліп жатыр. Біз сабақтарда мұғалімдер бөлек түсіндіреді және жасанды интеллект арқылы да бөлек интерактивті тақталардан көріп, солай сабақты солай да өтеміз. Тамаша. Ал енді Біржан мырза, өзіңізді сөзге тартайықшы. Білім ордасының оқушыларға көрсетіп жатқан мүмкіндіктері, жалпы қолдауы жайында айтып өтсеңіз болады.
Иә, қазір 5 класстың балдары және 8 класстың балдары тартылып келіп жатыр. Заңғар, Ерсайын деген оқушыларымыз осы бағытқа қарай өздерінің ағаларының артынан ізін жалғау керек. Ары қарай оқушыларға да, басқа оқушыларға да түсіндіруіміз керек. Алдағы уақытта бұл өте керек мамандықтардың бірі. Өйткені енді оқушылардың да бос уақытсын тиімді пайдалану мақсатында беріліп отыр ғой бұл өкіметтен. Сондықтан балаларымыз осындай жақсы бір ғылым саласын үйреніп біле берген дұрыс деп ойлаймын. Олар үшін мектеп барлық жағдайды жасайды. Біз де өзіміз жұмыстан кейін де қосымша жұмыстар жасаймыз. Дарынды балдармен. Әрине, ол бізге де жетістік қой бір жағынан. Әрине, міне құрметті көрермен, сонымен қатар тағы да бір көрсетіп өтейін. Міне біздің дәл қасымызда оқушылардың көптеген байқаулардан жеңімпаз ретінде алып келген кубоктары да тұр. Ал енді менде бір сауал болып тұр. Тағы да алдымызда бір робот тұр, иә? Мұның негізгі атқаратын қызметі қандай? Бұл қоқыс жәшігі. Сіздерге Қосып көрсетейін. Қоқыс жәшігі, иә? Бұл бөліп тастайды ғой бұл. Сұрыптап отырады. Иә, сұрыптап отырады. Тиімді. Мысалы біз қоқысты бір жәшікке тастай береміз ғой. Шыныстарды, соларды. Яғни бір жағына шыныс тастаса, бір жағына қағаз қалдықтар тастайды. Соны бөліп арнайы тиімді да. Және де бұл толған кезде автомат түрде сигнал береді ғой фермаға. Фермаға сол кезде мусорный гамыз кеп өзі ақ кетеді. Тазалап кетеді. Сол кезде тиімді жанармайға өте тиімді. Мысалы, қағаз болса, өзі бөліп көрсетіп тастатамыз. Мысалы, пластик тастайсыз. Осылай. Тамаша. Бұл тиімді және өте қызықты болған кейін адамдар да қызығып осылай қоршаған ортаны таза ұстау мақсатында жасалынған. Кішкентай оқушылар, балдар келіп осыған қызыққаннан келіп өзі жерден қоқыс алып тастап, осы арқылы мәдениетке біз өзіміз баулаймыз. Тамаша, негізгі қоқысты сұрыптау бұл енді бүгінгі күні көтеріліп отырған үлкен мәселе екендігін жақсы білеміз ғой. Ал енді оның үстіне қоршаған ортаны сақтау бұл әрине ең басты міндет. Себебі табиғаттың төл перзенттері де, жалпы табиғаттың ұсынған сыйы да бұл әрине әрқашанда адамның қолында, адамның қорғауында екендігін анық білеміз. Ал енді Біржан мырза, алда сіздерде қандай жоспар, оқушыларды қандай байқаулар күтіп тұр? Алдағы уақытта мына жерде қарап отырсаңыз гран-прилер ұтып алған бұлардың барлығы Алматыға жолдама алғандары бар. Және жолдамаларымыз бар. Стамбулға жолдамалары бар. Енді осыларға бір жақтан облыстың атынан, еліміздің атынан жақсы проекттер ұсынып барамыз деп ойлаймыз. Солар үшін жұмыс жасаймыз енді. Тамаша. Ал енді өздеріңіз осы алдағы уақытта іске асырсам деп ойлап жүрген жоспарларыңыз бар ма? Тағы да қандай роботтарды бізге бүгінгі салада қоғамға енгізу қажет? Бізде қазіргі таңда мен өзіміздің Түркістан облысын алатын болсам, қазіргі таңда бізде Түркістан облысында суғару жүйелері ескі. Бізде бұрынғы кездерден қалған тракторлер барлығы ескі. Біз соларды жаңартып, автономды қылсақ деген ойымыз да бар. Тамаша. Ал енді Ақберен, сенің де ойыңда жүрген бір роботтар бар шығар? Қандай жобаларды жүзеге асырғың келеді? Мен осы қоқыс жәшігін жүзеге асырғым келеді негізі. Сол кезде табиғатымыз, қоршаған ортамыз таза болады, және бұл да тәрбие ғой. Тәрбиеге әкеледі. Болашақ ұрпақтарға да жақсы неге әкеліп, осылай тәрбиелікке нәтижесі жақсы болмақ. Нәтижесі жақсы болады. Ал енді шетелдік жалпы өзге бір мемлекеттегі роботтарды зерттеп көрдіңіздер ме? Бұндай құрылғылар ол жақта іске қосылған ба? Әрине бұлар қосылған. Ізденіс болмаса ол нәтиже шықпайды ғой. Ол Қытайдан келген, Қытай елінде өте күрделі жақсы дамыған, оларда үлкен көлемде дамыған. Тамаша, десе де енді дәл осындай өнертапқыштыққа бейім жастарымыз бар уақытта бұндай жобалардың алдағы уақытта тек қана Түркістан облысында ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның түкпір-түкпірінде жүзеге асатынына біз толықтай сенімдіміз. Ал енді Біржан мырза, осы орайда өзіңізге бір қорытынды сауалды жолдағым келіп отыр. Жалпы
оқушылардың бір әттеген ай деген сәттері болса, орын алмай қалатында уақыттар болады ғой. Бұл әрине тек қана өмір жеңістен құралмайтындығы бәрімізге белгілі. Сіз ұстаз ретінде балаларды қалай шабыттандырасыз, қалай мотивация бересіз? Енді барған жеріңнен әттеген ай деген өзінде өкініш болмасын деймін. Соңғы әрекетіңе дейін жаса деймін. Және де Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар ғой. Мен темір үшін соғысқан жоқпын деп. Сондықтан тек өздеріңнің білімдеріңді, өздеріңнің істеп жасап жатқан дүниелеріңді сол өзім деген мықты мотивациямен өздеріңді қорғау, өздеріңнің жұмыстарыңды қорғап алып шығу, ол болашақта өзінің мамандығында жақсы көрумен ары қарай жақсы маман шығады деп ойлаймын да. Сондықтан мотивация жақсы сөздермен беріп отырамыз. Тамаша. Ендеше сіздерге алғысымызды білдіреміз. Ал енді Арман дәл қазір өзіңізді студиямыздың екінші бөлігіне шақырғым келіп отыр. Себебі сіздердің біздің студиямызға тағы да алып келген арнайы роботтарыңыз бар екен. Ал олардың ерекшелігі қандай, атқаратын қызметі жайында біз студиямыздың екінші бөлігінде айтайық. Жүріңіз. Міне құрметті көрермен, дәл қазір біз студиямыздың екінші бөлігіне арнайы роботтарды орналастырдық. Бұлардың негізгі атқаратын қызметі жайында өзіңіз тарқатып айтсаңыз. Бізде қазір енді су проблемасы айтып отқанымызда жаһандық проблема болып тұр қазіргі таңда. Бізде енді сол су проблемасына әкеліп соғатын ең үлкен салдардың бірі бұл бізде тиімсіз суару жүйелері. Қазір мен Түркістан облысын алатын болсам, Түркістан облысында 600-ден астам ауыл бар. Сол ауылдар бізде ескі суару жүйелерін 60-70% ескі суару жүйелерін қолданады. Бұл бізде робот автомат түрде датчигі болады. Тамшылатып суару әдісі арқылы бізде егістік алқабымызға су жіберетін болады. Бізде датчик топырақта тығылып тұрады. Ылғалдылықты өлшеп тұрады топырақта бізде. Егер ылғалдылық 50%-дан түсіп кететін болса, бізде автомат түрде бізде моторымыз қосылып, су тамшылату суару арқылы жіберілетін болады. Мен байқап тұрмын, бұл жердің қазір орташа температурасы 19 градус, ал ылғалдылық 10% болып тұр. 50%-дан асқан соң автомат түрде өз тоқтайды. Міне құрметті көрермен, дәл қазір бізде дәл осы жүйе арқылы тамшылатып суару жүйелері жақсы жүзеге асырылып жатыр. Ал енді келесі бізде автономды трактор, яғни бұл бізде егістік, дәрі, витаминдер шашамыз ғой полияларымызға. Соларды автомат түрде өзі жасайтын болады. Біз мысалға бір аптада бір күнге қоямыз, қай күні егісті егетін. Біз егісті қандай жағдай егеміз? Жер жылып, беті жақсы болған кезде, яғни температурамыз көтерілгенде. Егер бізде мұндағы датчик температура өлшеп тұрады. Егер температура 30 градустан асатын болса, бізде автомат түрде роботқа сигнал беріп, сол арқылы робот бізде жұмыс жасауға шығады. Мысалы, мен жасанды түрде қазір жылыту берейін, бұл жердің температурасы 19 градус болып тұр. Дәл қазір міне жасанды жылыту жүйесі, ал міне бізде ылғалдылық қазір артып, температурада 49-50 градусқа дейін жетіп қалды. Ал бізде бұл роботымыз жұмысқа шығады. Міне құрметті көрермен, дәл осылай бір-бірімен тығыз байланыста болатын роботтар. Міне дәл осылай. Бізде егіміз егіп, яғни біз қазір дәр шашатын қып, суды орын алдық. Міне дәл осылай робот. Бұда арнайы датчиктер болады. Датчиктер тура тек егінді көріп, сол егінге ғана шашатын болады. Тамаша. Міне дәл қазір тек қана жасыл алқаптарға ғана су жүргізіліп жатыр. Ал мұнда міне тоқтады. Бұрылыстарда тоқтап өсте егіндерде. Және адам қауіпсіздігін ойлап, бізде алдынан адам немесе жануар шығатын болса, біз бұл автомат түрде тоқтап сигнал беріп үркітуге тырысады. Тамаша. Міне бұл әрине жануарларды қорғау үшін де және азаматтардың қауіпсіздігі үшін де жасалатын үлкен бір жұмыс екендігін жақсы білеміз. Қане, мен де кедергі болып көрейін. Қолыңызды бір жерге ұстаңыз. Тамаша. Міне дәл осылай құрметті көрермендер, атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы енді шынымен бір жақсы жүйе ретінде, жоба ретінде қолға алынып, дәл осы макеттердің барлығы үлкен құралдар ретінде жұмыс жасайтын болса, бұл әрине елдегі жалпы ауыл шаруашылығын дамытудағы үлкен бір серпіліс болатындығы сөзсіз. Ал енді бұл жобаны әзірлеу үшін қанша уақыт қажет болды сіздерге? Бұл жобаны әзірлеу үшін бізге 2 айдай уақыт кетті. Оны біз арнайы жаз мезгілінде бұны зерттедік. Біз өзіміздің ауылды көрдік, ауылда қандай мәселелер бар, соларды көру арқылы біз бұны зерттеп, осы мәселені шешуге тырысып, осында жоба жасап шықтық.
Тамаша. Ал енді жалпы бір-бірімен байланысу жүйесінің барлығы осы өздеріңіздің арнайы жүйе арқылы жүзеге асады ғой? Мейкблок деген біз арнайы бұны компьютер арқылы программалап жасаймыз. Тамаша, міне құрметті көрермендер, сондықтан да дәл осындай міне ұлы өнертабысқа алғашқы қадам деген байқаудың жеңімпаздары дәл осы жүйесі жобасы арқылы көптің ішінен іріктеліп шыққан болатын. Енді сіздерге алғысымызды білдіреміз. Әрқашанда алар асуларыңыз жетер жетістіктеріңіз көп болсын. Ал біз сіздер бағындырған биіктің шыңында бірге жүздесе берейік дегіміз келеді. Құрметті көрермен, жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Қаржыңызды қалай жинақтайсыз, қандай инвестициялар бар және де акциялардың қайсысы тиімдірек? Бұл туралы әрине біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыз және байланыс нөмірлерімізге хабарласу арқылы өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Біз міндетті түрде сіздерден кері байланыс күтетін боламыз. Ал енді дәл қазір біз әріптесіміз Аяужан екеуміз сіздерге табысты тұлға болудың 5 құпиясымен бөліскіміз келеді. Нақтырақ айтатын болсақ, табыстың алғашқы қадамы өз мақсатыңызды нақты анықтау. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарларды құрып, оларға жету жолдарын анықтаңыз. Ең алдымен мақсаттар өлшемді, қол жеткізерлік, шынайы және уақытпен шектелген болуы тиіс екен. Сонымен қатар, табысты адамдар үнемі оқиды, жаңалыққа құмар және өз саласында білікті маман болуға ұмтылады. Сондықтан да өз салаңызда көшбасшы болу үшін трендтер мен өзгерістерден хабардар болып отырыңыз. Кітап оқу, курстарға қатысу және жаңа дағдыларды меңгеру бұл жетістіктің негізгі кілті. Сонымен қатар табыстың артында үлкен еңбек жатқандығында ұмытпау керек. Еңбекқорлық пен табандылық кез келген жетістіктің кепілі. Қиындықтарға мойымаңыз, қайта оларды өсу мүмкіндігі деп қабылдағаныңыз жөн. Көптеген танымал тұлғалар табысты болу үшін күнделікті қажырлы еңбек еткен. Әрекеттеріңізді жоспарлап, өз уақытыңызды тиімді ұйымдастырыңыз. Жақсы байланыстар табыстың маңызды бөлігі. Айналаңыздағы адамдармен жылы қарым-қатынас орнатып, өзіңіздің құндылықтарыңыз бен мақсаттарыңызды ортаға сала біліңіз. Сонымен қатар өмірге деген оң көзқарас табысыңызды арттырады. Тағдыр жолында түрлі бір қиындықтар кездесіп қалып жатады ғой, бірақ оларды мүмкіндік ретінде қарастырып, табысқа жетуге көмектескен негізгі бір құрал ретінде ғана пайдалануымыз керек. Ішкі сеніміңізді нығайту үшін үлкен, яғни өткен жетістіктеріңізді еске алып, өзіңізді әрине мақтап отырыңыз. Енді ең бірінші қаржы дегенде, ақша дегенде бәріміздің ойымызға ең бірінші жинақтаудан бөлек әрине қыдыру, саяхаттау, сол ақшаны жарату келетіндігі сөзсіз. Саяхаттау арқылы адам өзінің таным көкжиегін кеңейтеді және де өзге ортамен, мәдениетпен, дәстүрмен, сонымен қатар барған ортаның негізгі тарихы жайында да тарқатуға толықтай мүмкіндік бар. Айтады ғой, негізінде көп саяхаттаңыз, саяхаттаған ақшаңыз да өзіңізге негізгі жинақтаған энергия бойынша қайтып оралады дейді. Сондықтан да бұндай әдісті де қолданып жүрген болсаңыз, онда міндетті түрде өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісуіңізді сұраймыз және де алдағы уақытта қайда саяхаттауды жоспарлап отырсыз. Егер де нақты шешімге келмеген болсаңыздар, біздің әріптестеріміз арнайы қауіпті әрі қызықты жағажайлар жайында арнайы бейнематериал әзірлеген болатын. Бірге тамашалап, саяхаттайтын орынды бірге таңдайық. Биік-биік пальмалар, аппақ құм, жағаға соққан толқындар табиғаттың тамсандырған сұлулығы адам баласына қауіп төндіретініне сенгің келмейді. Алайда акула, медуза, жылан, қолтырауын сияқты тіршілік иелерін ойлағанның өзі бойыңа қорқыныш ұялатады. Ал ендеше назарларыңызға әлемдегі ең қауіпті 7 жағажайды ұсынамыз. Үндістанның Гоа қаласындағы Калангут жағажайы. Солтүстік Гоа туристер арасында өте танымал жер. Көздің жауын алатын жағажайлар мен алаулап батқан күннің қайталанбас көрінісі кез келген жанды тамсандырады. Бірақ Калангут туристері жағалауда жайылып жүрген сиырлардан сақтануы тиіс. Демалушыларға ең қауіпті жануар кәдімгі сиыр болады деп кім ойлаған? Оңтүстік Африкадағы Гансбай жағажайы көпшіліктің көңілінен шыққан тамаша демалыс орын, акулалардың астанасы деген атаумен танымал. Бұл жердегі ең қызықты аттракциондардың бірі су астына тор арқылы түсіп, жыртқыш жануарлармен бетпе-бет жүздесу. Австралиядағы Дарвин жағажайы қолтырауындар мекені десек артық айтқанымыз емес. Бұл жерге мейлінше аяқ баспаған абзал. Оның үстіне жағалауға жақын жерге көптеген медузалар жүзіп келеді. Су астындағы акулалар мен қауіпті толқындарды ескерсек, теңіз түбіне сүңгу ажалға апарар жол болуы әбден мүмкін. Флорида штатындағы Нью-Смирина бич жағажайы жүзушілер мен серферлер үшін таптырмас орын. Акула аулайтындар да осы жерден шықпайды, өйткені теңізде жыртқыш балықтар өте көп. Үндістан мұхитындағы Рейнион аралы демалыс үшін таптырмас орын
орын болар еді. Алайда акулалар ордасы деген атағы шыққалы бері туристердің зәре-құты қалмады. 1999 жылы аралда акуланы тамақ үшін аулауға тыйым салынды. Содан бері олардың саны анағұрлым көбейген. Бразилиядағы Кима-да-Гранди аралы. Бұл аралдың атауын қазақ тіліне аударғанда жыландар аралы дегенді білдіреді. Ат айтып тұрғандай, қойнауы улы жыландарға толы. Аумағы 430 шаршы метр аралда 4000-нан астам түрін кездестіруге болады. Яғни 1 шаршы метрге 5 жыланнан келеді. Аралға сапар шеккен саяхатшылар мен жергілікті тұрғындар бауырмен жорғалаушының уынан жиі зардап шегетін көрінеді. Бұл рептилиялар өте улы, бір шаққаны дененің жансыздануына апарып соқтырады. Ал уы болса денені күйдіріп жібереді. Бұл арал біздің ғаламшарымыздың ең қауіпті жері деп танылған. Бразилия билігі бұл жерге баруға қатаң тыйым салған. Қымбат көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрімен қарай жалғастырамыз. Иә, өздеріңіз байқап жүрген боларсыздар, әлеуметтік желіде бүгінгі күні жалпы негізгі жағажайларда қолтырауындардың адам іспеттес батып бара жатқан күйге еніп, әдейі адамдарды өзіне тарту үшін негізгі айла тәсілдерін қолданып жатқандығы баршамызға мәлім. Сондықтан да міндетті түрде енді көмектесу бұл әрине барша адамның негізгі міндеті және де қамқорлық екендігі анық. Десе де сіз нақты адамға көмектесіп жатырсыз ба, жоқ әлде бұл қолтырауынның әдіс тәсіліме міндетті түрде көз жеткізіп алғаныңыз лайықты деп санаймыз. Сонымен қатар, егерде бір орынға немесе басқа да бір мекендерге баратын болсаңыздар, міндетті түрде тамақтануға аса мән бергендеріңіз дұрыс. Себебі көптеген елдерде енді біз жақсы білеміз ғой, түсініксіз тағамдардың ішінде сізге жақпайтын өзге де өнімдер болуы әбден мүмкін. Бұл әрине сіздің өтіңізге немесе асқазаныңызға кері әсер етіп, салдарынан ауруға душар болуыңыз әбден мүмкін. Нақтырақ айтатын болсақ, ішек бактериясы тәттіге құмарлықты басады дейді ғалымдар. Қытай микробиологтары қантқа деген тәбетті реттейтін ішек бактериясын анықтап отыр. Зерттеу нәтижелері семіздікпен және қант диабетімен күресте көмектеспек. Адамдардың қантқа құмарлығы табиғи нәрсе, бірақ ол әрине мөлшерден асып кетсе, қандағы глюкозаға көбейіп, диабет сияқты ауруларға душар етеді екен. Ғалымдар көп мөлшердегі қант иммундық жүйенің өз организміне шабуылдауына әкеп соғып, аутоиммунды аурулар туғызатынын дәлелдеген. Қытайдың бірнеше университетінің ғалымдары бірлесіп ішектегі микроорганизмдердің, яғни микробиома, тәттіге құмарлықты реттеуге негізгі бір әсерлерін зерттеп көрген болатын. Ал нәтижелер Nature Microbiology ғылыми журналында жарияланған болатын. Негізінде әлдебір тағамға ала бөтен құмарлық ішектен миға берілетін сигналдарға байланысты болады. Ғалымдар қант диабеті енгізілген 18 тышқан мен екінші типтен диабетпен ауыратын 60 адамның қанын талдаған екен. Ал енді нәтижесі өзіміз көріп тұрғандай, негізгі дәл осындай микроорганизмдерді зерттеу және де олардың қаншалықты адамда ауруға душар ететіндігі жайында негізгі ақпараттардың барлығын сіздер ғаламтор беттерінен де толықтай оқи аласыздар. Негізі қант диабеті болсын, басқа да аурулар бұл әрине адамның өмір сапасын төмендететіндігі баршамызға аян. Соның бірі бүгінгі күні 21 ғасырдың негізгі дертіне, мәселесіне айналған инсульт деп айтсақ болады. Жалпы негізі адамды қозғалуда немесе өзге де әрекеттерден шектейтін бұл ауру әрине күннен күнге бірнеше адамның өмірін жалмап жатыр. Десе де дәл осы ауруға енді жүректегі қанның дұрыс айналмауы немесе мидағы қанның сұйылуы секілді көптеген әдіс тәсілдер себеп болып жататындығы сөзсіз. Сондықтан да дәл осындай ауруға шалдықпау үшін шылым шекпеу керек, алкогольді ішпеу керек және де дәрігер тағайындаған көптеген дәрілерді уақытында қабылдауға тиіссіздер. Ал енді осы инсульттан кейінгі күтім қалай болу керек, қалай өз денсаулығымызды күтуіміз керек, толығырақ біздің әріптесіміз арнайы бейне материал дайындаған екен. Ендеше бірге тамашалап көрейік. Инсульт ми қан айналымының жіті бұзылысы, яғни ми қан тамырларының үзілуі сипаты бойынша көрініс табады. Бүгінде жыл санап жасарып келе жатқан ауру көп адамның уайымына да айналып үлгерді. Инсульттан кейінгі қалпына келу үдерісі де нәресте дамуының алғашқы айлары мен жылдарын еске түсіреді. Алдымен науқас аяқ-қол қимылдарын үйлестіру, аунау, отыру, тұру және жүру амалдарын үйренеді.
Сонымен қатар, әлеуметтік дағдыларды да кезең бойынша қалыптасады. Дамудың екінші сатысына науқас сөйлеу қабілеті, өз бетінше тамақтану, киіну, жуыну жағдаяттармен танысады. Кейін бұл процесс күрделеніп, телефон, электр құралдарды меңгеру секілді амалдармен толығады. Инсультке шалдыққан адам дәл осылай өмір сүруге қайта бейімделеді. Дерт кезінде науқас сәби секілді өз жақындарының сүйіспеншілігі мен қолдауына мұқтаж. Сондықтан пациентке психологиялық көмек пен жылулық бөлуді ұмытпаған абзал. Бүгінде өлім көрсеткіші мен адамдардың мүгедек болу жағдайлары бойынша инсульт екінші орында. Сондықтан әр азамат өзін жайсыз сезінген жағдайда күтім жасаған абзал. Себебі бастапқыда әлсіз көрінген дерт кейін төсекке таңуы әбден мүмкін. Ал аурудан айыққан жан қалай күтінген абзал? Пайдалы тағамдар рациондары қалай түзіледі? Бірге білейік. Қалыпқа келудің бастапқы кезеңінде үйреншікті тамақты табиғи жолмен жеу шектеулі, немесе мүлде мүмкін емес. Бұл кезде тамақтану толыққанды, жеткілікті, үйлесімді болу үшін арнайы қоректік қоспалар қажет. Оны қайнаған сумен араластырып, сұйық етіп ішкен дұрыс, себебі бұл тамақтың тез қорытылуына әсер етеді. Тамақта ақуыздың жеткілікті мөлшері болуы керек. Мәзірге сүзбе, майсыз ет және балық, жұмыртқаның ағын, қара құмық және сұлы жармасын қосыңыз. Сонымен қатар тұз, қант және сұйықтық мөлшерін азайту қажет. Ас тұзының артық болуы артериялық қысымның көтеруіне ықпал етеді. Десе де шектеу мұнымен тоқтамайды. Себебі жүйке және жүрек қан тамырлары жүйесі қызметін қоздыратын тағамдарға тыйым салынған. Олар кофе, қою шай, шоколад және кез келген алкогольді сусындардан тұрады. Сондай-ақ ащы тіске басарлар мен дәмдеуіштер, жартылай дайын өнімдер, фастфуд жеуге қатаң тыйым салынады. Міне, осындай күнделікті тамақтану режимін ұстанған азаматтың сауығып кетуге мүмкіндігі мол. Сондықтан әрқашан жүйке жүйесін күтіп, ауру астан екендігін ұмытпағанымыз абзал. Қымбатты көрермен, бүгінгі сіздерге жолдаған күн сауалымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Қаржыңызды қалай жинақтайсыз деп аталады. Дәл осы сауалға төменде көрсетілген байланыс нөмірімізге немесе әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жауап берсеңіздер болады. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Жалақыңызды қалай бөлесіз және қандай мақсатта жұмсайсыз, ол туралы да өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі негізгі мамандыққа байланысты да адамның өзінің бір қаржылық сауаттылығын жетілдіріп отыру, бұл әрине негізгі үрдіске айналғандығы сөзсіз. Бұл туралы енді біз бекер айтып отырғанымыз жоқ, себебі LinkedIn сарапшылары британдық еңбек нарығындағы негізгі үрдістерді талдап, алдағы уақытта ең сұраныста болатын мамандықтардың тізімін жасаған екен. Бұл енді басқа елдерге тән үрдіс болса керек, рейтингтің басында жасанды интеллект инженерлері тұр деп жазады. Сонымен қатар екінші орында қарт адамдарды үйде қарайтын көмекшілер енгізген екен. Келесі танымал мамандықтар, яғни жасанды интеллект зерттеушілер, авиамеханик, ұшқыш, клиенттермен жұмыс істейтін менеджер және радиотерапевт. Сондай-ақ туристік қалаларда гид кәсібі де өте сұранысқа ие. Айтпақшы, бұл елде контент-редакторлар жұмыссыз қала бастапты. Олар мамандығын ауыстырып жатыр. Зерттеуге қарағанда IT менеджер мамандығы ер адамдарға тән болып отыр. Саладағы мамандардың 94% жігіттер екен, ал аудармашылардың 73% және де менеджер фандрайзерлердің 76% әйелдерге тиесілі. Жасанды интеллект инженерлерінің мына қызметтері өте маңызды. Яғни олар үлкен тілдік модельдер құру, табиғи тілді өңдеу. Жасанды интеллект мамандары қажет салалар, технологиялар, ақпарат, IT қызметкерлер. Сонымен қатар IT консалтингте дәл осы тізімге енгізіліп отыр екен. Құрметті көрермен, сондықтан да сіздің мамандығыңыз қандай және оның бүгінгі қоғамдағы маңыздылығы жайында да біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздерден кері байланыс күтетін боламыз. Ал дәл қазір сіздердің назарларыңызда жасанды интеллект айдары. Армысыз көрермен, бүгінгі эфирімізде жасанды интеллект туралы айтатын боламыз. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Оны немен жейміз? Жалпы жасанды интеллект дегеніміз өздігінен еркін ой қабылдайтын нейрожелі. Жасанды интеллектте ең қажеттісі бұл промпт. Промпт дегеніміз не? Промпт дегеніміз, яғни жасанды интеллектке сіз берілетін мәліметтер тізбегі. Ең алдымен OpenAI компаниясының ең танымал ChatGPT-мен танысайық. ChatGPT-ге кіру үшін
мобайл қосымшада чат GPT деп тереміз, болмаса осы chatgpt.com сайтына кіріп, осы жерден тіркелсек болады. Чат GPT-ге тіркелу үшін сайттың оң жақ бөлігінде «Создать новый учетный запись» дегенді басамыз. Осы жерге өзіміздің электронды почтамызды енгізуіміз қажет. Мен өзімнің электронды почтамды жаздым. Продолжить деген батырманы басамыз. Осы бөлімге жаңа паролімізді енгіземіз. Тіркелген сосын осы чат GPT бөліміне кіріп, мына осы жерде промпт жазатын бөлімге өтеміз. Промптқа не дейміз? Мен мысалы бүгін мұғалім қызметінде болайын. Осы жерге ең пайдалы мұғалімдерге қажетті промпт енгізейін. Мысалы, мен химия мұғалімімін. Маған 8-ші сыныпқа арналған химиялық реакциялар тақырыбында сабақ жоспары қажет. Осыны кесте түрінде бер. Мен промптты жаздым. Чат GPT ойланып, маған осы қажетті команданы шығарды. Көріп отырғандай маған барлық сабақ кезеңін көрсетіп отыр. Яғни бұл жерде көріп отырғандай кіріспесі бар, түсіндіру бар, тәжірибелік жұмысы бар, қорытындысы бар, үй тапсырмасына нені беру керектігін барлығын шығарып отыр. Яғни осы уақыт аралығында көрсетіп отыр. Дәл осылай сіз де өзіңізге қажетті пайдалы промптты енгізіп, жасанды интеллектті өзіңізге тиімді пайдалансаңыз болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Құрметті көрермен, жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Дәл қазір біздің студиямызға кезекті мәртебелі мейманымыз келіп жайғасты. Ендеше таныстырып өтейін. Динара Закирова, Түркістан қаласы іскер әйелдер кеңесінің мүшесі, сонымен қатар халықаралық табысты әйелдер кеңесінің мүшесі. Сонымен қатар баршамызға белгілі, тәттілігі тіл үйіріп таңдайымыздан кетпейтін Динара торт брендінің негізін қалаушы. Сәлеметсіз бе, Динара ханым? Қош келдіңіз студиямызға. Көңіл күй қалай? Шүкір, жақсы. Тамаша. Міне биылғы жылы дәл осы біздің өзіміздің президентіміз 2025 жылды сіздердің салаларыңыз ретінде қарастырып отыр. Бұл әрине сіздерге деген басымдық. Жалпы сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыздың қоғамдағы маңыздылығын көрсету және жастарды сіздердің дәл осы атқарып жатқан жұмыстарыңызға, мамандықтарыңызға баулу есебінде жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесі. Десе де енді біз сізді Динара тәттілері, Динара торты брендінің негізін қалаушы ретінде танимыз. Біздің Түркістан қаласының барлық тұрғындары енді білетін шығар. Енді осы бір саладан бастайықшы. Динара торты қашан құрылды? Алғашқыда жалпы қандай өнімдерді халыққа ұсынған еді? Ал қазіргі уақытта ассортимент қалай көбейді? Өзіңіз тарқатып айтсаңыз. Саламатсыздар ма? Біздің бірінші үйден бастағаным 2011, 12, 14-ке дейін үйде бастаған болатымын, ал полный цех ашып, үлкейіп 2015-тен бастадық. Міне 10 жыл болды. 10 жылдан бері сол тәттілерімізді барынша барлығын әдемілеп, натуральный продукталармен осы біздің халқымызға көңілдерін шығатындай етіп әрекет жасап жатырмыз. Аллаға сансыз шүкір. Осы 10 жылдың ішінде біздің жетіп жатқан жетістіктеріміз өте көп. Тамаша, сіздердің тәттілеріңізді біз кез келген отырыстан, кез келдегі қонақтан және туған күн иелерінің қолындағы торттарынан анық байқаймыз. Енді тәттілігі де, дәмділігі де өзі тіпті ерекше ғой. Енді сіз бүгін біздің алдымызға арнайы дипломдарды да алып келіп отыр екенсіздер. Міне, құрметті көрермен, Динара тәттілері Қазақстандағы ең үздік 100 арнайы өнімнің тізіміне енгізілген болатын. Бұл әрине дәл осы өнімдердің халықтың жалпы денсаулығына беретін пайдасы және де толықтай табиғи құрамдан негізгі әзірленген өнімдер екендігін растайтын бірден-бір сертификат ретінде ұсынылып отыр. Жалпы енді дәл осындай жетістікке жеткен сәтте Қазақстанда білеміз ғой, бір ғана Қазақстан емес, тіпті Түркістанның өзінде көптеген өнеркәсіптер жұмыс жасап тұр, оның ішінде кондитерлік және полуфабрикат өнімдер шығаратын сияқты дүниелер бар. Ал енді дәл осылай Қазақстанның топ 100 өніміне енген уақытта сіздің қуаныш, сіздің эмоция қалай болды? Оны айтып жеткізе алмаймын. Ол енді әрбір дәрежеңіз көтерілген сайын, әрбір жетістікке жеткен сайын
қуанышымызда шек болмайды. Барынша одан да әрекетімізді барынша көбірек саламыз. Неге? Осы біздің берген осы нелеріне, номинацияларына лайықты болуға. Ол номинацияны алып болғаннан кейін төмендемей, наоборот, алдына қарай әрекет жасап жатырмыз. Одан да биік шыңдарға жетуіміз керек. Тамаша. Командамызбен бірге. Енді бұл тек қана сіздер үшін шың емес, бір бағындырған белес болып тұр ғой. Тамаша, кәсіпкерлік көкжиегінде өзіңіздің көптеген азаматтарды жұмыспен қамтып отырғаныңызды жақсы білеміз. Оның үстінде енді командалық жұмыс деп жатырсыз. Енді негізінде айтады ғой, кейбір адамдардың мамандыққа деген бір табиғи бейімділігі болады, оның қолынан келетін, іс келетін болады, ал кейбір азаматтар енді оны меңгеріп, толықтай маманына атанып жатқандығы тағы бар. Ал енді менің осындай бір сауалым болып тұр, жалпы кондитер болу, бұл әрине үйренетін мамандық па, әлде кондитер болып туылуға жетпе? Негізі мектептен кейін средний образованияда қалдым. Тұрмысқа шыққаннан кейін осы кондитерлік салаға деген менде қызығушылық. Негізі өзім келін болып түскен кезімнен бастап әртүрлі тәттілер, самсалар пісіретін едім. Негізі анамда бар ол мамандық. Анамнан аз да болса анамнан үйрендім. Одан кейін келін болып жүрген кезімде туыстарымыздың барлығына пирожны болсын, самса болсын дайындап беретін ем. Содан Чимкент қаласына барғаннан кейін бізде Түркістанда онша дамымаған. Чимкентке барған кезде сол әртүрлі кондитерский цехтарды көріп, өте қызығушылығым менде арта бастады. Жолдасым айттым, мен осы саланы оқысам, осы жұмысты істесем, қалай қарай істесем, жолдасым мені қолдады. Жолдасымның қолдауы арқылы мен осы қаншама оқуларға барып жүрмін. Ташкент, Алматы, әртүрлі нелерге барып өзіміздің немізді асырып жатырмыз, білімімізді асырып жатырмыз. Ол білімімізді тек қана өзім емес, бізде мастер-класстар өтеді. Осы қазіргі жастарға бізден азғантай болса да көмек болсын. Бізде мастер-класс қымбат бағада емес, ол мастер-класстан бір пайда қалу үшін емес, сол жастарға азғантай болса да бізден білімімізді бөлісейік, осы менің мастерым деп неғып жүрсін деп. Тұспағдар болайық деп. Әрекет жасап мастер-класстар өткізіп тұрамыз да. Кішкентай балдарға да детский мастер-класс өткізген күндерімізде болды. Білімімізбен барынша бөлісіп жатырмыз. Тамаша. Негізінде осы ұлы кәсіпкерлердің бір сөзі бар ғой. Негізі кәсіпті де таңдаған уақытта оның міндетті түрде өзектілігіне қарау керек. Ол қоғамда қаншалықты сұраныста дейді. Мысалы, ауруханаға қарама-қарсы сіз дәріхана ашыңыз, шаштаразға, барбершопқа қарама-қарсы сіз бас киім сататын дүние сатыңыз. Ал егер де тауарыңыздың күнделікті жиілігі артсын десеңіз, онда азық-түлікке бет бұрыңыз дейді. Ал енді сіздің шығарып жатқан өнімдердің үнемі сұраныста екендігін жақсы білеміз. Ал осы өткен 10 жылдың ішінде кәсіпкерлікте не түйдіңіз? Менде бұл жұмысты бастаған кезімде бірінші заказдарымыз бір тойға сондай болған кезде өзім армандайтын едім. 3 тойға болса күшті болатын еді, 5 тойға болса күшті болатын еді деп. Аллаға сансыз шүкір, қазіргі күнде бізде дайын дастархандарға, тойханаларға, шоу торттарымыз бар әртүрлі. Түркістанның алды, Қазақстанның алды десем де болады. Шоу торттардың жаңалықтарын основно біз шығарамыз әртүрлісін. Мен ізденуден шаршамайтын адаммын. Қолымнан телефон түспейді, тек қана жаңалық ізденем. Тамаша. Енді жаңа өзіңіз мастер-класс деп қалдыңыз. Енді қазіргі қолынан іс келетін азаматтардың барлығы курс ашуға бейім ғой. Оның ішінде де пайдалысы бар, пайдасыз, тек қана табыс көзін тек қана мақсат етіп қойған азаматтардың да жасаған жұмыстары жетерлік. Десе де сіздердікі өзінше бір қалыптасқан бренд. Түркістанның әрбір тұрғынының аузында жүретін сөз десек болады, Динара тәттілері. Ал командалық жұмысты да осы уақытта айтайықшы. Жалпы командада қанша қызметкер жұмыс жасайды? Жалпы қазіргі жастардың дәл осы кондитерлік өнімдерге деген қызығушылығы қандай? Қазіргі күнде бізде 40 жұмысшы бар. Олардың ішінде 10 мастер бар. Өз жұмыстарын тиянақты барлығын әдемілеп істейтін мастерларды өзіміз дайындағанбыз. Арасында біліп келгендері де бар. Бізде тек қана Түркістан қаласының тұрғындары емес, шеттен келіп істейтін мастерлеріміз де бар. Түркиядан келіп істеп жатқан мастеріміз де бар. Біз бір жыл сайын жаңалықтан қалмау үшін
Түркиядан мастерлер алдырып тұрамыз. Келіп 2 ай, 1 ай, 3 айға дейін жұмыс жасап кетеді. Қазір күнде тұрақты бір Түркиядан келген мастеріміз бар, Әли Уста деген. Тамаша, керемет. Сондықтан міне құрметті көрермендер, сіздер жеп жүрген тәттілердің барлығын дәл осылай біздің қаламыздың тұрғындары, мамандар, сонымен қатар Түркиядан келген арнайы кондитер әзірлейді екен. Ал енді біздің алдымызда тағы да міне журнал тұр. Мұқабасында өзіңіздің суретіңізді қойған екен. Тамаша. Ал бұл журнал туралы айтып кетсеңіз, жалпы қалай шықты, жалпы мұнда не жазылған? Бұл Брюссельден шыққан журнал. Біз қазір күнде Қазақстанның мақтанышы болып отырмыз. Бізде 2021 жыл топ 100 номинациясын десерттерімізге бренд номинациясы берілген. Содан зерттеп бізге осы 2024 жылы біз осы журналға лайықты болғандықтан обложкасына өзімді и ішіндегі обложкаларына командамызды осы жұмысты қалай бастадық, қалай осы дәрежеге жетіп жатырмыз, солар бойынша полный жазылған ішіне. Міне, құрметті көрермен, сондықтан да тәтті әрі сәтті бизнес жайында сіздер дәл осындай міне журналдардан да біздің Динара ханымның арнайы мақаласын оқи аласыздар. Ал енді біздер енді қазір қоғамда мынадай тағы да бір ой бар ғой, пікір бар. Мен кәсіпкер боламын, кәсіпкер болып тек табысқа кенеле қаламын деп ойлайтын азаматтар да жеткілікті. Десе де ең алдымен алғашқы айларда табыстың болмай, немесе шығынның артып кететін жағдайларда жиі кездеседі. Осындай оқиғалар өзіңіздің басыңыздан өтті ме? Ондай жағдай обязательно болады. Менде 2015 жыл Қуаныш базарының ішінен бір нүкте ашқан болатынбыз. Ол менің бірінші магазинім болған. Полный продукция шығарамыз. Ол кезде қолымда көмекші жоқ. Мамам кеп көмектеседі, анам. Екеуміз ғана. Оған қосымша сол жылы мен кішкентай қызым босанған болатым. Кішкентай бөпеммен жалғыз өзім. Сол бір цехта барлық өнімдерімізді шығардым. Түні бойы ұйықтамай, көпшілік шеттен қараған адамға оңай түйіледі. Ал бірақ ол жұмысты істеп, әрекет жасап, дамим деген адам қайтпай жұмыс істейді. Көздеріміз қызарып, түнімен ұйықтамай, сол барлық өнімді шығарам базарға. Бірақ жаңағы саудаңыз болып тұрса, сіздің ұйықтамағаныңыз да білінбейді. Ал ол жерде біздің жаңа анамның шығарған булочкалары өтеді. Менің шығарған пирожный торттарын барлығы возврат болып келеді. Әрқайсысын помойға төккен кезде жылайтын ем. Ол жердегі шығынға емес, өзімнің пейнетіме жаным ашып та. Сөйтіп жүріп, ол дүкеніміз жабылды. Ол жерде күйеуімнің қолдауымен онша неған жоқпын негізі. Қайтадан әрекет жасадым. Тек қана заказ істедік, Инстаграм деген нелерге әрекет жасап, сарафанное радио деймін. Сөйтіп, жайлап таралып, біздің ең неміз, фишкамыз Түркістанда бірінші болып бетіне фото қойып шығаратын торт болған бізде. Ең алғашқы жұмысым сол фотомен істелген торт болған. Менің тезірек дамығаным, өзімнің ойым сол фотолық тортпен деп айталамын да. Бір адам бір жерден көреді, мына қақта істеледі екен дейді дағы, екінші адам заказ береді, сөйтіп менің жаңағы лайф студия деген бар, қайындарым жұмыс жүргізеді, роддомда абысыным бар, сөйтіп жаңағындай көпшіліктің арасына заказ жібереміз, сөйтіп таралып, негізі біздің дамуымыз тезірек болған. Тезірек жаңағы көпшіліктің қолдауымен. Бұл дәрежеге бір өзім жете алмаймын. Менің жаңағы жақындарымыз, туыстарымыздың қолдауымен, өзімнің командамның қолдауымен осы дәрежеге жетіп отырмыз. Тамаша, керемет. Негізінде, расымен де Түркістанға ең алғаш фото қоятын арнайы торттарды сіздер алып келгендеріңіз есімізде. Ал енді біз білеміз ғой, үнемі жоспар құрғанда, енді кезекті аз мерзімді жоспарларды біз үнемі түртіп отыратынымыз белгілі. Ал нақты мақсатымызға қарайтын болсақ, онда біз 5 жыл алдыға ұмтыламыз. Ал енді Динара тәттілері жалпы алдағы 5 жылда қалай дамиды, қандай жоспарлар бар? Бізде жоспарымыз өте көп. Біз 5 жылға емес, 1 жылдың ішіне нелерімізді қойып жатырмыз. Өзіміздің армандарымызды, сол армандарымызға жетуге барынша әрекет жасаймыз. Қазіргі күнде бізде 3 нүктеміз ашық жұмыс жасап тұр.
базардың центр жерлерінде, жаңа қалаға келдік жақында. Енді кешегінде біздің Инстаграм жүйесіне опрос қалдырдық. Оқырмандарымыз қай жерден біздің ашылуымызды қалайды екен. Біз тек қана өзіміздің ойымызбен емес, біз оқырмандарымыз, клиенттерімізбен де санасамыз. Сол оқырмандарымыздың айтуына қарай әрекет жасап жатырмыз, солардың айтқан жерлеріне. 22-сі күні, Алла қаласа, бізде жолдың астынан тағы да бір нүктеміз ашылады. Тамаша. 22-сі күн жұмысқа түседі. Міне, кәсіпкерліктің енді көкжиегінің кеңейіп жатқандығын біз нақты біліп отырмыз. Сонымен қатар сіздер енді Азиядағы үздік әйелдердің топ 100-іне де енген екенсіз, иә? Биыл 2024 жыл. Тамаша, керемет. Ал енді бұл жетістікке жетудің негізгі сыры, мақсаты қандай? Бізде World Women компаниясының директоры, біздің Түркістан қаласында Динара Розметова деген директор. Сол ханым бізді предлагать еткен ол жерге. Негізі журналға шығуымыздың да себепшісі сол кісі болады. Әрбір жаңағы бұл Азия бойынша іріктеліп, солардың арасынан алынған топ-100-ға бізде қосылдық. Тамаша. Енді бізді қазір үйде отырған аналар көріп отырған болса, жас балалар көріп отырған болса, дәл осылай кондитерлік өнімге деген өзінің бір қызығушылығы бар, қолынан іс келетін қарындастарымыз көріп отырған болса, жалпы бұл саланы таңдау үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Өзіңіз тарқатып айтсаңыз, жалпы кәсіпкер деген сөз сіздің түсінігіңізде, сіздің ойыңызда қалай суреттеледі? Енді негізі жұмысты бастау қазір күнде шамалы қиындау. Бірақ адамда өзінде әрекеті болса, барлық нәрсеге тезірек жете алады. Бірақ өзінде әрекет болуы керек. Осы істі істеймін, осы дәрежеге жетемін. Артқа қарай шекінбеу керек та. Тек қана алдына қарай ұмтылу керек, жаңалықтарды іздену керек. Мен әрбір осы кондитерлік саланы бастаймын деген адамға қолдау көрсете аламын. Өзімнің жүріп өткен жолым деген Инстаграм парақшада ашып қойғанмын қазір. Сол парақшада көп қыздар, келіншектерге өзімнің әртүрлі нелерімді, білімдеріммен бөлісіп отырамын деген мақсатта сол Инстаграм парақшасы ашылған болатын. Әртүрлі лайфхактар, қалай жеттім осы дәрежеге, қалай жүріп өттім, неден бастадым деген бойынша сол парақшамда барлығын бөлісіп отыратын боламын. Осы кәсіпті бастаймын, мен бірінші болып не жұмыстан бастауым керек, не істеуім керек, қандай оборудованиялар алуым керек деген бойынша қыз-келіншектер хабарласа, ол жағынан әрқашан көмектесуге дайынмын. Құлдыраған сәттерде болды, биікке ұмтылған сәттерде болды дейсіз ғой. Негізінде айтады ғой, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге дейді. Сондықтан да дәл осылай бір рет ғана сіздің енді жолыңыз болмай қалса, онда әттеген ай деудің қажеті жоқ. Оны сіз одан әрі қарай шыңдай түсіп, қай жерден қателескендігіңізді негізгі сабақ ретінде ұстанатын болсаңыз, бұл әрине сіздің еңбегіңіздің негізгі нәтижесінің де жақсы болатындығы айдан анық. Енді қазіргі уақытта біз білеміз ғой, бәсекелестік заман, иә? Әлеуметтік желілерде қатты қарқынды жұмыс жасап жатыр. Таргет дейміз, реклама дейміз, тіпті тиктокқа салатын болсақ, оның рекке шығуы да адам үшін үлкен бір жетістік болып саналып отырғандығы тағы бар. Ал осы салада, қалада негізгі бәсекелестер бар ма? Жалпы бәсекелестікті сіз өзіңіз қалай бағалайсыз? Негізі бәсекелес деген болуы керек. Сіздің жаңа бәсекелесіңіз болмаса, сіз бір орында тұра бересіз. Если алдыңызда бір бәсекелесіңіз болатын болса, өзіңізді барынша жақсы көрсетуге әрекет жасайсыз. Ол бәсекелес деген сіз үшін бір толчок. Сізді бір жұмысқа, наоборот, итермелеп отырады деп ойлаймын өзімнің нем. Мен ешқайсы кондитер болсын, осы менің саламда жұмыс жасайтын ешкімді өзіме бір жаман көзбен қарау деген нәрсе болмайды. Мен жұмыс істеген әйелдерді, қыздарды жақсы көремін. Осы биіктерден көрініп жатқан қыз-келіншектеріміз бар ғой, соларды көрген кезде мен қуанамын. Осындай дәрежеге жетіп жатыр, әрекет жасап жатыр, молодец, жақсы деп та. Мен үшін білмеймін, ондай адамдарды менің конкурентім екен деп жаман көзбен қарау деген менде жоқ. Бәсекелестік бұл әрине бір-біріміздің даму көзі болып саналады ғой. Сіз онымен жарысасыз, ол сізбен жарысады, солай жетістікке жетудің негізі бір кілті десек болады. Ал енді жаңа өзіңіз әлеуметтік желі деп қалдыңыз, ал Динара торттарының өзі әлеуметтік желіде жалпы бренд болып қалыптасқан ба? Қаншалықты жалпы халыққа танымдық немесе пайдалы ақпараттарының өнімдерін ұсынып отырады?
Біздің өзіміздің торт бойынша Инстаграм парақшамызда 141 мың оқырманымыз бар. Статистикамыз өте жоғары дәрежеде. Барынша соларды бізге жаңағы өзімізге шақыру үшін әртүрлі контенттер салып отырамыз. Оларға да қыздарды, модель қыздарды біреуді түсіре салайық десек, наоборот, оларда қаралым аз болады. Өзім шыққан кездерімде көптеу болады. Жолдасым бір-екі қарсылық көрсетеді, енді болды, сен шықпай-ақ қой, балдарды шығар, қыздарды шығар деп та. Бірақ амал жоқ. Оқырмандарымыз именно мені көргісі келгендіктен оқырмандарым үшін мен өзім шығуға барымды салам. Тамаша. Ал енді міне дәл осылай Қазақстанның ең үздік 100 өніміне еніп отырсыз. Азиядағы іскер әйелдер қауымдастығында міне үздік 100 әйелдің қатарына еніп, тіпті осылай Еуропадан басқа елдерден шығарылып отқан журналға да енудің үлкен бір өзіндік сыры бар. Сырдың артында жатқан 10 жылдық еңбектің де нәтижесі бұл әрине еленбей қалмауы керек деп ойлаймыз. Ал жастарға, жалпы кәсіпкерлікті бастаймын деген азаматтарға өзіңіз маман ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Қазір бізде кішігірім мастер-класстар, сондай нелер көп, үйірмелер көп болады ғой. Барынша үлкендеу, жоғарыға шығам десеңіздер, барынша үлкен жерлерге барып оқуларыңызды кеңес беремін. Арзан деген жерге ұшпаңыздар ешқашан. Қымбат болса да сіздерге пайдасы бар жерге баруларыңыз керек. Мен өзімді мысал келтіретін болсам, осы торт бойынша мастер-класс өткізетін жерлер көп болады. Ал мен ондай жерге емес, сразу барған жерім үлкен кондитерский цехқа барып үйрендім. Үлкен цехтың ішкі кухнясын көрген кезде мен де сол үлкен жерге әрекет жасадым. Тек қана нені көресіз, сіздің арманыңызда сол бойынша қалады да, кішкентай жерді көресіз, кішкентай жерді армандайсыз. Үлкен жерді көресіз, үлкен жерді армандайсыз. Қаншама үлкен армандасаңыз, әрбір арманға жетеді. Тамаша. Мен өзім армандаған әрбір арманыма жетіп отырмын, Аллаға сансыз шүкір. Бізден кейінгі жастарға да айтатыным, барынша оқудан, білімнен ешқашан ақшаны аямау керек. Сіз оны 10 еселеп шығарып ала аласыздар. Десе де енді нақты бір арманыңызға жету үшін мақсатыңыздың да айқын болғанына мән бергеніңіз дұрыс дейсіз ғой. Ал енді қазіргі уақытта біздің нарықта жалпы Динара тәттілерінен, осы торттардың арасынан қандай тәттілер сұранысқа ие? Бізде қазір ассортиментіміз өте көп. Полуфабрикаттарымыз да бар, арасында самсаларымыз да бар. Тәттілеріміздің сұранысқа барлығы ие. Өтпейді деген нәрсе бізде жоқ. Өтпейді деген нәрсе біз шығармай қоя саламыз да, шықпайды болды. Бізде тек қана сұранысқа ие болған десерттерім шығарамыз. Бізде 100-дей десерттеріміздің түрі бар. Өте көп. Демек, сіздер қазіргі күнге дейін қандай тауарлар өтімді, қандай өнімдер сұраныста жоқ, оның барлығын зерттеп тәжірибе алмасып отырсыздар. Ал осы өзіңіз енді көптеген форумдарға, конференцияларға барып жатырсыз ғой, төбе көрсетіп, сөз сөйлеп жатқаныңызды да жақсы білеміз. Ал өзге елдегі, біздің өзге өңірлердегі әріптестеріңізбен қаншалықты тәжірибе алмасып отырасыздар? Қаншалықты байланыстасыздар? Қазіргі күнде енді жетісіп жатырмын бұл жетістіктерге. Қазіргі күнде әлі тек қана Ташкенттегі әріптестерім, өзімнің оқытқан мастерлерім бар. Жаңағы Түркиядан келіп істейтін мастеріміз бар. Ол да әрқашан бізбен жаңалықтарын бөлісіп отырады. Мынандай зат шығарсаңыздар болады екен, осындай тәтті шығарсаңыздар болады екен деп бізге ұсынып отырады. Соған қарай бізде әрекет жасаймыз. Бізде жаңағы істейтін кондитерлерімізді де опыттары асу үшін оқуларға жіберіп отырамыз. Тамаша. Негізі ұстазы жақсының ұстамы жақсы, ұстаздан шәкірт озар жарысқанда деген сөздердің бекер айтылмағаны бар ғой. Енді өздеріңізден міне көптеген мастерлердің білім алып, қазіргі уақытта өз алдында кәсіптерін дөңгелетіп отырғандығын жақсы білеміз. Осы орайда енді өзіңіздің де мақтанышыңыз, жалпы осындай жетістіктерге жетіп жүрген мастерлерді атау керек шығар? Менен оқып кеткендер ма? Қазір күнде нақты қайсы қандай не екенін білмеймін. Бірақ 100-ден аса менен үйреніп кеткен шәкірттерім бар.
Тамаша. Енді оның барлығы бірдей бизнес ашып кету бұл мақсатты болмаса да, үйде отбасына, туыстарына тәтті тамақ әзірлеп берсе, оның өзі үлкен жетістік екендігін жақсы білеміз. Енді дәл осылай Динара ханым біздің студиямызға келіп, сұхбат беріп, өзіңіздің мамандығыңыздың бүгінгі қоғамдағы маңыздылығы, жалпы Динара тәттілерінің, осы торттарының бүгінгі күнгі халыққа ұсынып жатқан өнімдердің таза, табиғи және Қазақстандағы ең үздік өнімдер қатарында екендігін айтып отырғандығыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп, міне дәл осылай студияға келіп, жастарға өзіңіз негізгі тұспағдар болып отырғандығыңыз тағы бар. Құрметті көрермен, жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Енді дәл қазір Динара ханым келіп өзінің тәттілері жайында айтқан болатын. Негізі тәтті жеу бұл әрине адамның әрқашанда көңіл күйін көтеріп отырады. Десе де нан енді ас атасы екендігін ұмытпағанымыз абзал. Күнделікті өмірде жиі тұтынатын дәл осындай өнімнің де сіздерге пайдалы тұстарын негізгі айтқымыз келіп отыр. Яғни нанның құрамында көміртегі, крахмал, клетчатка, өсімдік ақуызы, мысалы күрделі тағам талшықтары және басқа да ағзамызға қажетті заттар бар. Нанда Е, В тобының дәрумендері, магний, калий, селен, фолий қышқылына өте бай екендігін жақсы білеміз. Ал қара нанда етке қарағанда темір көбірек екен. Бұл элементтер иммунитетті көтереді және дисбактериозға қарсы көмектеседі. Батон нанында тағам талшықтары алма мен сәбізге қарағанда көп. Адамның ақуызға деген қажеттілігін нан 30%-ға қанағаттандырады дейді тағамтанушылар. Тағам талшықтары біздің ішек микробиомызға, яғни иммунитетімізге өте пайдалы. Олар енді асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, сат алмасуды күшейтеді, сонымен қатар ағзадан токсиндер мен ауыр металдардың шығуына көмектеседі. Негізінде дені сау адамға күніне 300 граммнан 150 грамм ақ нан, 150 грамм қара нан жеу дұрыс норма деп есептеледі. Көптеген адамдар дұрыс тамақтану жөнінде мамандардан емес, көбіне өзін нутрициолог санайтын блогерлерден кеңес алады. Сөйтіп, нан тамақтарынан бас тартып жатады. Десе де әрбір тағамның, яғни қажетті мөлшерін білген уақытта пайдасы бар екендігін ұмытпағанымыз абзал, құрметті көрермен. Сондықтан да дәл осылай нанның негізгі пайдасы жайында біліп отыратын болсаңыздар, бұл әрине нұр үстіне нұр болар сөзсіз. Себебі енді жаз мезгілінде біз жақсы білеміз ғой, көктемде қыздар енді өздерінің енді сыртқы болмыстарын жақсарту үшін наннан бас тартып жатады. Мен артық салмақтан арылуым керек дейді. Десе де артық салмақтан арылуда нанның сізге беретін пайдасы да және сонымен қатар енді кері әсері де жоқ екендігін айтқымыз келеді. Яғни сіз күнделікті өмірде нанды негізгі мөлшерлемесі арқылы тұтынғаныңыз абзал. Себебі одан алатын сіздің дәрумендеріңіздің де бар екендігін ұмытпағаныңыз дұрыс. Себебі енді біз жақсы білеміз ғой, жаңа өзің айтқандай, нутрициологтар бүгінгі күні наннан бас тарту керек, нанды немесе ашытқысыз дайындау керек. Расымен де ашытқысыз дайындалған нандардың да өзіндік бір әсері бар екендігі сөзсіз. Десе де енді ашытқыдан да берілетін адамдарға көптеген дәрумендер бар. Енді кез келген әсіресе қыздар қауымы салмақ тастаймын, диета тастаймын деген кезде ең бірінші ойға оралатын дүниесі әрине тағамдардан. Бұл әрине нан. Наннан бас тартсам мен бірнеше келіге салмақ тастаймын. Солай бір өзінің тағам үрдісіндегі нанды шектен тыс жаңағы ысырып қояды, бірақ шынында да күнделікті өмірде 300 грамм нан жеу керек екен. 150-і ақ нан, 150-і қара нан. Десе де енді тек қана тамақтан немесе наннан ғана емес, бүгінгі күні толықтай өнімдерді тұтынудан бас тартып жатқан аруларда жетерлік. Оның ішінде енді 3 апельсин, 3 жұмыртқа деген сияқты көптеген диеталық өнімдерді пайдаланып жатырсыздар. Сонымен қатар енді көптеген балдыр көк немесе тағы да басқа өнімдерді пайдаланып жатырсыздар. Мұның барлығы әрине өздеріңіздің қалауларыңыз. Десе де міндетті түрде дұрыс тамақтанудың өздеріңіз күнделікті рационын құрап алғаныңыз абзал. Десе де енді дәл қазір біз бұл туралы бекер айтып отырғанымыз жоқ. Себебі сіздердің сүйікті айдарларыңыз дастарханның да кезегі келіп тұр екен. Бас аспаз бұл жолы қандай тағам әзірлейді? Келесі бейнематериалдан бірге көрейік. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Сіздермен әдеттегідей Түркістан телеарнасында дастархан бағдарламасы және заманауи үлгідегі қазақы мейрамханасы 1465 мейрамханасының бас аспазы мен Садырхан Нұрбол. Бүгін
назарларыңызда жілік май тағамын дайындайтын боламыз. Жалпы жілік май тағамын айта кетсем, бұл сиырдың тоқпан жілігінен алынады. Яғни айтатын болсақ, тоқпан жілікте көптеген дәрумендерге бай және өзінің құрамында фосфор, темір сияқты витаминдерді де өзінің бойына сіңірген жалпы сүйегіміз. Бұл жерде жілік майына қолданатын өнімдеріміз бірінші орында бұл бұрыш, тұз және май қолданамыз. Бұл жерде өзінің тәтті қышқыл соусы бар. Үйде бұндай соус жоқ болса, ештеңе қылмайды. Тек қана май, тұз, бұрышпен маринадтап жалпы айтқанда солай қолдансаңыздар болады. Және безендіруге қақталған черри қызанақтарын қолданатын боламыз. Ал біздің өзіміздің ұлттық өнім бұл құртымызды безендіруге қолданамыз. Және қасына осындай дүкен сөрелерінде сататын және не болмаса үйдегі пәтер нанды да өздеріңіз қолдарыңыздан шығып жатқан нандарды да кез келген нан өнімін қолдансаңыздар болады. Соус ретінде біздер осындай дала шөптерін қолданамыз. Бұл дала шөптер дегеніміз ішінде қосатын шөптер бұл өзіміздің дүкен сөрелерінде орналасқан кез келген көк шөптерді араластырып және сарымсақпен зәйтүн майын қолдансаңыздар болады. Зәйтүн майы жоқ болды деген жағдайда өздеріңіз үйдің жалпы айтқанда пісте майын қолдансаңыздар болады. Құрметті көрермен, дайындалу процесіне көшетін болсақ, бұл жерде жілік майымызды аламыз. Бұл жілік майда сіздер базарда қай жерден аламын десеңіздер, ет павильоны бар ғой, ет қатары, сол қатарына барсаңыздар, осы тоқпан жілігін сұраңыздар. Сіздерге асық жілігін беруі мүмкін. Асық жілігінің ішінде, мысалы, май шықпай қалуы мүмкін асық жілікте. Ал тоқпан жілікте осындай қалыңырақ май шығады. Бұл ешқандай жүрекке тимейді, деликатес болып табылады. Ыстық тіске басарымыз. Базарға барған кезде солай сұрасаңыздар болады. Жалпы жілік майда өздеріңіз білетіндей, дәл қазір уақытта мейрамханаларда көптеген тағамдардың ішіне қолданып жатыр. Оның бірі, мысалы, палаудың бетіне де жілік майды көрген боларсыздар. Көптеген европалық тағамдарда да осы тоқпан жілікті қолданады. Ал біздің нұсқамызда қазақы ұлттық тағамдар ретінде осы жілік майда тек отандық өнімнен жасаймыз. Жілік майымызды маринадтауға бізге бірінші осындай қышқыл тәтті соусымыз керек болады. Егер көрермен сіздерде қышқыл тәтті соус жоқ болатын болса, тек май жақсаңыздар да болады. Ал біздер мейрамханада осындай дәмін келтіру үшін жілік майымызға тәтті қышқыл соусын жағатын боламыз. Кез келген соустар жақсаңыздар болады. Оның бірі барбекю соусы. Үйде кездеседі, барбекю соусын жақсаңыздар болады. Жілік майымызға қышқыл тәтті соусын жағып болғаннан кейін міндетті түрде тұздаймыз. Тұздап болдық. Қара бұрышты ұмытпаймыз. Қара бұрыш өзі кез келген тағамның дәмін ашады десем қателеспейтін шығармын. Особенно өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Соусымызды алып жағып жібереміз қайтадан. Тұздары бір-бірінен сіңсін деп. Үйде дайындаған кезде бір майдың жақсы дайындалу ретінде мен сіздерге осылай жолын көрсетсем болады. Тез дайын болу үшін кішкене майды кесіп қою керек болады. Себебі жілік майын қарап отырсаңыздар, жалпы орта жақтары жұқа болып табылады және екі шеті жаңағыдай қалыңдау болып майлары көп шоғырланған жер болады. Ал сол тез пісу үшін, ортасы мен шеті тез пісу үшін ең үлкен лайфхактың бірі осылай майы көптеу жерлерін кесіп қойсаңыздар, пештің температурасы жақсы сіңіп пісуіне әсер етеді. Олай болса біз жілік майымызды маринадтап болдық. Өте оңай, өте қарапайым. Талғамыңызға байланысты розмарин, тимьян сияқты шөптерді қолдансаңыздар болады. Және тағы айта кететін, пісу жолын айта кетсем, үйлеріңізде пешкі бар ғой, жалпы духовка. Соған 160-180 градусқа 15-20 минутқа салып алсаңыздар, өзі дайын болады. Ал
біз сіздерге осындай жағдайда жасап жатқаннан кейін пешке салып пісіріп келеміз. Құрметті көрермен, міне аздаған уақыттың ішінде жілік майымызды 160 градусқа 20 минутқа салып пісіріп алған болатынбыз. Үйде сіздер пешке жаңа айтқанымдай солай пісірсеңіздер болады. Жалпы жілік майы туралы мәлімет айта кететін болсам, жалпы қазақы ұлттық тағамдарды бағалайтын ассүйер қауым үшін бұл таптырмас деликатес болып табылады. Оның үстіне алыстан сыйлы қонақ келген кезде дастарханымыздан жалпы жілік ату, ас ату дәстүрі қалыптасқан ғой. Соның бірі ретінде өздеріңіз осы жілік майды сыйлы қонақтарыңыз үйге келген кезде ұсынсаңыздар болады. Ал жілік майымызды безендіруге кіріссек, артық етпес. Міне осындай мейрамханамызда біздер ағаш ыдысты астауды қолдану арқылы безендіреміз және жілік майымызды осылай ұсынатын боламыз. Алып тастайық. Міне жілік майымыз дайын. Біздер мейрамханада өзіміз осындай қара нандармен ұсынамыз. Ал сіздер үйде жаңа айтып кеткенімдей ақ нан, қара нан, пәтір нан, кез келген нанды қолдансаңыздар болады. Осылай жілік майымыздың нанын қойдық. Және келесі біздер қолданатын затымыз бұл дала шөптерінен әзірленген тұздық. Тұздығымызды жақсылап араластырып, осындай ағаш ыдысымызға құйып береміз. Құрметті көрермен, аздаған уақыттың ішінде біз жілік майымызды дайындадық және қақталған черри қызанақтармен безендіретін боламыз. Безендіруге кез келген затты қолдансаңыздар болады. Біздің нұсқамызда микрозелендерін қолданып, осындай ұнтақталған құртпен әшекейлейтін боламыз. Осындай ұнтақталған құртты алып безендіретін боламыз. Құрметті көрермен, алдарыңызда аз ғана уақыттың ішінде жілік майымыз дайын. Үйде де осылай сыйлы қонақтарыңызға ұсынуға болады. Бұл жілік май тағамын 1465 мейрамханамызда тіске басарлар тізімінде орын алып отыр. Сыйлы қонақтарымызға бізде жалпы ұсынамыз. Қазір сіздермен бірге осы жілік май тағамының дәмін көретін боламын. Сіздерге қатты майлы болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл жілік май жалпы сиырдың тоқпан жілігі қай жерінен шыққан жілік май болсын, бұл майлы болып келмейді, онда жүрекке тимейді, бұл деликатес болып табылады. Жілік майымызды алып жақтық. Бала кезімізде енді көкелеріміз, аталарымыз, үлкен кісілеріміз естеріңізде болса, осы жілік майды бұлай мейрамханағыдай бермейді, жаңағыдай ұрып-ұрып, құс-құс деп, жаңағыдай сүйекке ұрып-ұрып осылай ұсынатын кездер естеріңізде шығар. Біздің нұсқамызда қазір заман дамыған, осындай мейрамханалардан сол бала кездегі осындай жілік майлардың дәмін осылай көретін боламыз. Ұсынып та жатырмыз қонақтарымызға. Қазір міне жілік май тағамы мейрамханалардың мәзірінен үлкен орын алып жатыр. Дала шөптерінен тұздығымызды осылай араластырып, кішкене құрт сеуіп жіберсек болады. Біздің отандық өнім. Кезінде негізі осы құртты қазақ халқында аналарымыз, жеңгелеріміз осы тағам дайындаған кезде тұздың орнына қолданған деседі. Бізде сол нәрсені қолданып көрейік. Жілік майымыз дайын. Ал дәмін көрейік. Дәмін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өте жеңіл, майдың өзінің бір дәмі бар, және сарымсақ араласқан дала шөптері өте бір үйлесімділік дәмін берді бұл жерде. Құрттың дәмін айтсаңызшы. Жеңіл, сеніңіздерші. Үйден дайындаңыздар, көріңіздер, эксперимент жасаңыздар.
мейрамханаға барған кезде өздеріңіз уже айтып отыратын боласыздар. Былай дайындалады, дәм былай шықты деген сияқты. Үйден дайындамасаңыздар, қазақ ресторандар тұр. Сіздердің назарларыңызға, сіздердің алдарыңызға осындай жілік майларын ұсынып жатырмыз. Астарыңыз дәмді болсын. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы. Бүгінгі сіздерге жолдаған күн сауалымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Қаржыңызды қалай жинақтайсыз? Дәл осы сұраққа төменде көрсетілген байланыс нөмірімізге немесе әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жауап берсеңіздер болады. Біз сіздерден жауап күтеміз. Ал енді дәл осы тұста әріптесімен осы біздің бүгінгі күн сауалын негізгі сұрақ ретінде өзіңе жолдағым келіп отыр. Ақшаны қалай жинайсың? Негізі ақшаны жинай аламын деп айта алмаймын. Қаржылық сауаттылығым өте нашар. Осындай бір тренингтерге, сабақтарға қатыстым, бірақ білмеймін енді соған бір тыңғылықты арнайы уақытымды бөліп, жаңағы сол сабақтан өзіме нәтиже көру мақсатында мүмкін ұйымдастырып, жаңағы шын ниетпен оқымағаннан кейін шығар, қазіргі кезде қаржылық сауаттылығым өте нашар. Қолыма қалай ақша түседі, солай әйтеуір өзімнің қажетті заттарыма жұмсаймын. Былай айтқан кезде көрсе қызар деп айтады ғой. Бір алған нәрсемді міндетті түрде сол жердегі өзімнің эмоциямен алып қоямын. Сондықтан қаржымды нақты бір өзімнің жаңағы нем жоқ, жоспарым жоқ, осылай жинақтаймын, мына ақшамды мына жаққа жұмсаймын деген сияқты, сондай бір қолымнан келмейді. Түсінікті. Десе де енді өзіме келетін болсам, мен міндетті түрде алатын жалақымның 30% өзіміздің қажетті депозитке толықтай автоматты түрде аударылады, ал одан кейінгі енді 20% бұл әрине біздің бір айға жеткілікті азық-түлігіме жұмсалатын болса, ал тағы да 20% бұл әрине қыдыру және ойын сауықтарға, және сонымен қатар басқа да өзге де қажеттіліктерге жұмсалады, ал қалған қаржы міндетті түрде бұл әрине келесі бір дүниелер үшін өзіміздің депозитімізде сақталатындығы тағы бар. Ал құрметті көрермен, сіз қалай жинақтайсыз? Ол туралы бізге өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл қазір біздің әріптес екеуміз Аяужан, яғни арнайы мәліметтерді назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Өздеріңізге белгілі 2024 жыл тарихтағы ең ыстық жыл деп танылған болатын, ал қуантарлығы 2025 жыл былтырмен салыстырғанда салқынырақ болады дейді ғалымдар. Рекордтық көрсеткіш 2024 жылдың 22 шілдесінде тіркеліп 17-16 градус болған. Өткен жылдың қыс, көктем және жаз мезгілдері басқа жылдармен сәйкес уақытымен салыстырғанда ең жылы мезгілдер деп танылды. Бұл әрине ауаның негізгі орташа температурасының бағаны болса керек. Сонымен қатар Samsung компаниясы да ерекше құрылғыны таныстырып отыр. Модель үйге үйлесімділігімен қатар 144 Гц жаңарту жиілігіне ие мини LED технологиясымен жабдықталған. Жасанды интеллект функциялары қосылған құрылғы 10 метр қашықтыққа дейін Wi-Fi 7 интернетіне қосыла алады. Оған қоса пайдаланушылар үшін субтитрлерді нақты уақытында, яғни режимді аудару мүмкіндіктері де қарастырылған екен. Wizens компаниясы CES 2025 көрмесінде Omnia ақылды айна концепциясын таныстырды. Ерекше зат денсаулық көрсеткіштерін өлшеп 360 градусқа дейін сканерлеу мүмкіндігін ұсынбақ. Нақтырақ, Omnia салмақ, жүрек және өкпе жағдайын тексеріп, жалпы метаболизмді қалыпқа келтіреді. Сондай-ақ ақылды көмекші нақты уақыт режимінде кеңес беруге қауқарлы. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі күн сауалымызды ұмытпағайсыздар, яғни қаржыны қалай жұмсайсыз және де өзіңіздің мамандығыңыздың бүгінгі қоғамдағы маңыздылығы жайында біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға және байланыс нөміріне хабарласу арқылы өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Біз міндетті түрде сіздерден кері байланыс күтеміз. Ал енді дәл қазір біздің әріптесіміз Ажар арнайы саяхаттың пайдасы жайында бейнематериал әзірлеген болатын. Бірге тамашалайық. Соңғы 10 жылда туризм мықты индустрияға айналды. Тіпті кейбір мемлекеттер туризмнен түсетін таза пайда арқылы экономикасына жан бітіріп отыр. Мысалы, 2017 жылы жүргізілген зерттеу нәтижесінде саяхатшылар ең көп пайда әкелген ел ақш атанды. Туристер аталған мемлекеттің қазынасын бір жылда 211 миллиард долларға толтырған. Ал адам баласы үшін саяхаттың қандай пайдасы бар? Не үшін саяхаттау керек? Бірге білейік. Саяхаттаудың адам баласы үшін ең бірінші пайдасы күйзелістен арыласыз.
аласыз. Иә, жаңа елді көру арқылы адамның жүйке жүйесі дұрысталып, бақыттырақ бола түсетіні ғылыми түрде дәлелденген екен. Саяхаттау арқылы тез тіл үйренуге болады. Тіпті кейбір туристер үйренген тілінде сөйлесу үшін ел аралайды. Бұл тіл үйренудің ең тиімді тәсіл екені сөзсіз. Саяхаттау өзге халықтардың қалай өмір сүретінін көруге таптырмас мүмкіндік. Жат елдің тыныс-тіршілігі, тарихы, дәстүрі мен менталитеті сіздің сана көкжиегіңізді дамыта түсері анық. Кез келген сапар әр қашан жаңа достармен таныстырады. Кейде тіпті жолда кездескен жанның өмірлік досқа айналуы әбден мүмкін. Қонақжай елдің жайдарлы адамдармен кездессеңіз, жаңа орта табу ықтималдылығы да жоғарылайды. Шығармашыл жандар саяхат арқылы шабыт алады. Суретшілерді табиғаттың пейзаждары таңғалдырса, ақын жазушыларды шет елдің дәстүрі мен тарихы шабыттандырады. Сіз де өзіңізді шығармашыл жанмын деп есептесеңіз, онда тезірек саяхатқа шығуды жоспарлаңыз. Саяхат өзін-өзі дамытудың ең жақсы тәсілі. Сапарларда сіз еркіндікті сезінесіз. Әдеттегі өмірде жасамаған нәрсені жасайсыз. Әр түрлі елге барған сайын сіз толерантты және төзімді болуды үйренесіз. Адамдардың ұлты, діні мен тілі маңызды емес екенін түсінесіз. Адами қасиеттерді бағалап үйренесіз. Өзіңіздің бойыңыздағы жаңа қырларыңызды ашасыз. Күнделікті тұрмыстың бітпейтін шаруасымен тұңғиыққа батыра беретін ойларынан құтылып, әлемге жаңа көзқараспен қарай бастайсыз. Бұл өз кезегінде өзіңді дамытуға көмектеседі. Қымбат көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы. Қай елдің мәдениеті, тарихы болса да, бұл әрине үлкен шежіре екендігі баршамызға аян. Сондықтан болса керек, кез келген дүниенің атауы да, оның нақты шығу тегі де, бұл әрине сол кездердегі енді заманның да ағымына қарай түрленетіндігі анық. Десе де енді қазақ атауы жайында не білеміз? Мұндай хақ қалай пайда болды? Келесі бейнематериалдан бірге көрейік. Қазақ атауы қайдан шықты? Ол не мағына білдіреді? Бұл соңғы уақытта тарихшылар мен әуесқой тарихшылар арасында үлкен талас туындатқан сауалдар. Бағзы түркіде ең құрғанда түркі тілдестердің қыпшақ тобына жататын халықтардың қолданысында бұл сөз болмады дегенге көңіл сенбейді. Бірақ қазақ сөзінің этимологиясына қатысты мәліметтер жоқтың қасы. Осыдан барып көптеген тұспалды пікірлер айтылады. Мысалы қазақ аққаз сөзінен шыққан, яғни аққудай киелі халық деушілер бар. Жүрекке жылы тиетін тартымды болжам, бірақ оны растайтын мәліметтер жоқ. Тағы бір тұспал қазақ пен қазақ сөзінің ұқсастығына орай. Қазақ сөзі еркін, азат, жауынгер деген түсінік беретін көрінеді. Қазақ хандығының құрамына кірген тайпалардың жауынгер жасақшылары қазақ деп аталғанмыз. Бірақ кейде осы болжам шындыққа жанасатындай көрінеді. Себебі вольное казачество, еркін казактық деген тіркес орыс жылнамашыларының жазбаларында жиі кездеседі. Еш әміршіге бағынбай, еркін өмір сүруді таңдаған адамдардың әрекеті осылай сипатталған. Әбілқайыр ханнан іргесін аулақ салып, аттың жалы түйенің қомында күн кешкен тайпалар одағының қазақ атануы мүмкін бе? Мүмкін. Ал славян тіліндегі қазақтың қазақ тіліндегі қазаққа не қатысы бар десек, орыс тілінің көп бөлігі түркі сөздерінен тұратынын қаперге алған жөн болар. Үш 70 яшымға адырылдым. Егі қотын ерімке адырылдым. Теңірі елімке, қазғақым оғлым, неуіз оғлым, алтыбың юнттым, бөкмедім. Аудармаса, 63 жасымда айырылдым, егі қотын жерімнен айырылдым. Тәңірі еліме олжалаушы ұлым, неткен шебер ұлым, 6000 жылқым, бөгіп тойынбадым. Енесей бойындағы көне балбалдағы осы жазуда қазғақ оғлым деген сөз бар. Олжалаушы, олжа салушы ұлым деп аударылған. Бұл тұспалды Өтебойдақ Тілеуқабылұлының шипагерлік баян кітабынан да жолықтыруға болады. Өтебойдақ қазақтың ежелгі шежіресін қозғай келе қазғақ күнби болған дейді. Қазақ төрейесі ағатанып, орнаулы тағына отырды. Халық бақытқа кенеліп, шаттық мерейінде қуана биге басты. Сан-санақсыз жиналған адам қазақ елі аталып, қазақ атануы содан басталды. Өтебойдақ Тілеуқабылұлы шипагерлік баян.
Қазақ атауы 15 ғасырға дейін тарихта мүлдем кездеспеді дегенге күмән көп. Тіпті біз бұрын Алаш атанғанбыз, одан кейін қырғыз қайсақ болдық деушілер де бар. Бірақ Казахия елі деген сөз соны 10 ғасырда Византияны билеген Константин Багрянародныйдың мәліметтерінде кезігетінін жат жұрттық зерттеушілер Карамзин мен Вамберилер жазған. Император солтүстік Кавказдағы Қасақия деген ел барын айтыпты. Энциклопедияда араб тарихшысы Абул Хасан Али Әл-Масудидің «Өсиет және қайта қарау» кітабы деген шығармасында Кубань өзені маңындағы Кавказ халықтары мен тайпаларының атаулары арасында Кашак этно қауымы Әл-Касакия жазылған деген дерек бар. Мұндай деректер Қара теңіз жағасындағы Касак деген қалаға қатысты да бар. Тарихшылар бұрынырақта Касок деген бір халық болған ау деп тұспалдайды. Бірақ Касоктардың қазіргі қазақтар екені әзірге дәлелденбеген. Қазақ сөзінің ортасындағы з әрпінің орнына с әрпі қолданылуы бізді қасақ, хассақ дегенге итермелейді. Хас шебер, хас сұлу деген секілді хассақ, таза, шынайы сақ, ежелгі әлеуетті сақтардың шаңырақ иесі. Аққаз, еркін, азат, олжа салушы, түркінің түбі саналатын сақтардың шаңырағына ие болған халық. Қазақ сөзінің этимологиясын зерттеу үнемі осындай көңілге қуаныш ұялататын ұғымдарға жетелеп апарады. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы бүгінгі сіздерге жолдаған күн сауалын тағы да естеріңізге сала кетейік. Қаржыңызды қалай жинақтайсыз? Дәл осы сұраққа төменде көрсетілген байланыс нөмірімізге немесе әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жауап берсеңіздер болады. Біз сіздерді күтеміз. Сіздің ойыңыздағы инвестиция ұғымы қалай сөйлейді және акционер болғансыз ба, немесе қандай компанияларға акционер болуға кеңес бересіз? Дәл осы сауалдарға да өз пікіріңізді жазуды қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз міндетті түрде сіздерден кері байланыс күтетін боламыз. Сонымен қатар, құрметті көрермен, егер де сізде жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасының студиясында қонақ болғыңыз келетін болса, онда парасатты пайым, ұтымды ұсыныс, орамды ойыңыз және ашқан жаңалықтарыңыз жайында да біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға өз жазбаларыңызды қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздермен кері байланыс жасап, студиямызда қонақ ететін боламыз. Сонымен қатар, жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасының шығармашылық ұжымы әрқашанда сіздерге күнделікті 2 сағат тікелей эфирде парасатты пайым және де керемет ақпараттар, танымал бейнематериалдар, әсем әнді ұсынып отырмыз. Құрметті көрермен, міне бізге де берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы әрқашанда сіздердің арналарыңызда Түркістан телеарнасында қосылу болсын дейміз. Ендеше жаңа толқын бізбен бірге бір толқында болыңыздар.